Музыка ойнап жатыр Дэвид Малан. Жарайды. Бұл CS 50-ші Python бағдарламалауына кіріспе. Менің атым Дэвид Малан. Бұл біздің кітапханаға арналған апта. Кітапханалар әдетте басқа адамдар жазған код файлдары болып табылады. Оларды сіз өз бағдарламаларыңызда пайдалана аласыз, немесе сіз жазған кітапхана кодын өз бағдарламаңызда пайдалана аласыз. Бірақ бұл тек бағдарлама ғана емес. Сонымен қатар басқа бағдарлама болуы мүмкін. Басқасын ал. Сондықтан Python дәл осы идеяны қолдайды. Кодты басқа адамдармен бөлісу мүмкіндігі оны жобаларыңызда пайдалануға мүмкіндік береді. Және бұл модуль деп аталатын нәрсе арқылы жүзеге асырылады. Python тіліндегі модуль бұл әдетте бір немесе бірнеше функцияларды немесе басқа мүмкіндіктерді қамтитын кітапхана. Әдетте кітапхананың немесе модульдің мақсаты. Егер сіз бір функция түрін, бір функцияны қайта-қайта пайдаланып жатқаныңызды байқасаңыз, кодты қайта пайдалануды ынталандыру болып табылады. Егер сіз ескі жобадан жаңа жобаңызға бірдеңені көшіріп, қойып жатқаныңызды байқасаңыз, көшіруді және қоюды жалғастырып жатқан кодты бөлектеп, қайта пайдалануды жалғастырып, оны пайдалануға болатын кітапханаға қою мүмкіндігі болуы мүмкін. Содан кейін көшіру және қою ғана емес. Сонымен қатар барлық жерде осы әртүрлі көшірмелердің болуы үшін алға жылжып бағдарламаларыңызға жүктеп алыңыз. Сонымен Python қандай модульдермен немесе кітапханалармен бірге келеді? Python сөзбе-сөз кездейсоқ кітапханамен бірге келеді. Яғни Python аудармашысын Mac компьютерге немесе бұлттың бір жеріне орнатқанда, сіз тек Python ғана емес, сонымен бірге тұтас және модульдер шоғыры. Бұл модульдер сізге әдепкі бойынша қол жеткізе алмайтын мүмкіндіктерді береді. Мысалы, басып шығару және деректерді енгізу. Деректерді басып шығару және енгізу және басқа да осыған ұқсас функциялар Python-да жұмыс істейді. Бірақ кейде функциялар осы модульдерде жасырылады. Сондықтан оларды компьютер жадына жүктеген кезде мұқият болу керек. Компьютердің қатты дискісінің бір жерінде Python-ды орнатқаннан кейін кездейсоқ деп аталатын файлда пайда болады. Оны басқа біреу баяғыда жазған болуы мүмкін, бірақ сіз оған қол жеткізе аласыз. Және бұл кездейсоқ тәртіпте. Файлында кездейсоқ әрекеттерді орындау үшін өзіңіз пайдалана алатын бір немесе бірнеше мүмкіндіктер болуы мүмкін. Яғни Python бағдарламасында тиынды қалай аударуға болады. Python тілінде 1-ден 10-ға дейінгі кездейсоқ санды қалай таңдауға болады. Сізге аздап кездейсоқтық қажет. Және мұндай функцияларды өзіңіз қалай жазу керектігін математикалық түрде анықтай алатын болсаңыз да, сіз үшін бұл мәселені шешіп қойған басқалардың иығына сүйену әлдеқайда оңай. Осылайша сіз өзіңіз шешкіңіз келетін мәселеге назар аудара аласыз. Бұл мәселені шешу керек. Сондықтан Python модульдерінің көпшілігінің құжаттамасын алу үшін Python ресми құжаттарына жүгініңіз. Және осы модульдің құжаттамасы орналасқан сілтемені орындаңыз. Құжаттамада сіз осы немесе басқа модуль ұсынатын функциялардың тізімін көресіз. Бірақ осы модульдің функцияларын пайдалану үшін модульді өз бағдарламаңызға қалай жүктеуге болады? Бізге Python-да жаңа кілт сөз қажет. Ол импорт. Python-дағы импорт кілт сөзі кейбір модульдерден Python-ға функция мазмұнын импорттауға мүмкіндік береді. Сонымен, мен мұны іс жүзінде қалай қолдана аламын? Осы кездейсоқ модульде басқалармен қатар осы функция бар деп болжауға рұқсат етіңіз. Сондықтан, мен құжаттамадан таңдау деп аталатын функцияның қысқаша сипаттамасын көшіріп қойдым. Бұл функция кездейсоқ модульде емес, кездейсоқ модульде бар. Және әдетте құжаттама оны келесідей толық сипаттайды. Бұл кездейсоқтық. Бұл мүмкіндікті техникалық түрде қалай атайтыныңызды таңдау керек, бірақ біз оның баламаларын қарастырамыз. Жақшаның ішінде реттілікті көрсету үшін SEQ параметрі бар. Ал реттілік әдетте тізімді немесе сандар, жолдар немесе басқа нәрселер тізімі болса, тізімге ұқсас нәрсені білдіреді. Және құжаттама өте егжей-тегжейлі. Мүмкін, мен бұл мүмкіндікті таныс мәселені шешу үшін қалай пайдалана аламын? Жалғастырып, versus кодын осы жерден ашайын. Және сізді монета лақтыруды имитациялайтын бағдарламаны жүзеге асыруға шақыруға рұқсат етіңіз. ақш-та басы немесе құйрығы бар монета. Оның идеясы 50-50 ықтималдығы бар шешімді таңдау болып табылады. Бастардың түсу ықтималдығы 50%, ал құйрықтардың түсу ықтималдығы 50%. Немесе сіз осындай басқа механизмді пайдалана аласыз. Жалғастырып, Generate деп аталатын коды бар бағдарламаны ашуға рұқсат етіңіз. Себебі мен кездейсоқ ақпараттың тұтас тобын жасауды бастағым келеді. Олардың біріншісі жай ғана тиын аудару болады. Енді айтыңызшы, бұл мүмкіндікті қалай пайдалануым керек? Мен алдымен кездейсоқ кітапхананы импорттауым керек. Сондықтан, менің файлымның бірінші немесе бірінші жолдарының бірі импорт рандом болуы
болуы керек. Бұл маған осы модульдегі барлық мүмкіндіктерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Енді мен тиынды аударғым келетінін елестетіп көріңізші. Мен мұны кездейсоқ жасай аламын. Таңдау 1 минут бұрын берілген құжаттамаға сәйкес жасалды. Және бұл тағы да белгілі бір әрекеттер тізбегін қажет етеді. Әрекеттер тізбегі дегеніміз не? Бұл тізім немесе тізімге ұқсас нәрсе. Және біз тізімдер туралы бәрін білеміз. Біз тізімдерді сандарды қайталау үшін қолдандық. Біз Хогвартстағы студенттерді қайталау үшін тізімдерді қолдандық. Әрі қарай жалғастырайық. Және монетаның екі жағының тізімін қарастырайық. Бас, дәйек сөз, тырнақшасыз немесе құйрық. Енді мен оларды өз қалауым бойынша атай аламын. Бұл менің жолым. Мен жай ғана тиын лақтыруға еліктегім келеді. Сондықтан мен барлық кіші әріптерді, бастар мен құйрықтарды жазамын. Бірақ синтаксиске назар аударыңыз. Менің бастарым, мен құйрықтарым қос тырнақшаға алынған. Себебі бұл жолдар. Егер мен дәйекті болсам, жалғыз тырнақшаларды да пайдалана аламын. Олардың арасында үтір бар. Яғни тізім екі элементтен тұрады. Олар оң және сол жақта төртбұрышты жақшаға алынған. Бұл оның шын мәнінде тізім екенін көрсетеді. Бұл Python тіліндегі тізімді анықтауға арналған синтаксисті еске салады. Ақырында одан да таныс нәрсе бар. Бұл жақшалардың сыртында жақшалар бар. Бірақ бұл таңдау функциясына жататын және оның параметрінің қайда жіберілетінін көрсететін жақшалар ғана. Бірақ тағы да алдыңғы функциядан айырмашылығы. Мен бұл функцияның кем дегенде осы сәтте қай модульде екенін көрсетуім керек. Сондықтан мен мұны кездейсоқ істеп жатырмын. Мен белгілі бір функцияға қоңырау шалуды таңдаймын. Жарайды. Олардың арасында 50% ықтималдықпен таңдау жасай отырып, монетаны аудару бір нәрсе. Бұл кездейсоқтық. Таңдау бұл баратын жол. Ол тізімді алып, кездейсоқ түрде осы мәндердің біріне бірде ықтималдықпен оралады. Мен 2 ұпайды жіберіп алғандықтан, менің мүмкіндігім 50-ден 50-ге дейін. Егер мен 3 ұпайдан өтсем, онда бұл ұпайлардың әрқайсысының өту ықтималдығы 33% және Б болар еді. Python сіз үшін математиканы жасайды. Бірақ мен бұл параметрдің мәнін айнымалы мәнде сақтағым келеді. Сондықтан біз қайтаратын кез келген мәнге тең болатын coin айнымалысын анықтайық. Сондықтан бұл шынымен де тиын лақтыруға ұқсайды. Мен coin айнымалысында кез келген мәнді сақтаймын. Ол бас немесе құйрық болсын. Енді мен не болып жатқанын көру үшін әрі қарай жалғастырайық және осы coin жолының мәнін шығарайық. Жарайды. Мен қазір жалғастырып, оны іске қосайын. Бағдарламаны терминал терезесінде іске қосыңыз. Бұл Genate ұсынған Python, Py, кір. Ал бірінші тиын лақтырған бүркіт болған сияқты. Қайталап көрейік. Бүркіт тағы да құлап қалған сияқты. Мүмкін сіз біздің чатқа осында қосылғыңыз келетін шығар. Егер мен мұны үшінші рет іске қоссам, бұл жолы не болады? Егер сіз өз ойларыңызды чатта бөліскіңіз келсе, бұл жерде қандай да бір қателік бар деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ бұл іс жүзінде мүмкін. Егер мен әрі қарай жалғастырып, Enter пернесін үшінші рет басам, онда бұл шын мәнінде қазір құйрықтар, тағы да 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 бүркіт. Егер біз мұны шексіз рет жасасақ, бұл шынымен 50-ден 50-ге дейін болар еді. Егер біз мұны бірнеше рет жасасақ, ол соншалықты таза болмауы мүмкін. Бірақ ықтималдықтар дәл осылай жұмыс істейді. Бәрі жақсы, қазір ол мен үшін жұмыс істейді. Мен мұны басқаша жүзеге асыра алар ма едім? Сізге тек импорт кілт сөзін қолданудың баламасын көрсетіп, Pythonға from кілт сөзін енгізуге рұқсат етіңіз. From Python тіліндегі кілт сөз, оны модульден функцияларды импорттау кезінде пайдалануға болады. Бірақ ол жай ғана импорттаудан гөрі нақтырақ болуға мүмкіндік береді. Сондықтан мен осы жерде кодыма қайта оралсам, бұл жерде техникалық тұрғыдан кездейсоқ импорттау арқылы не істеймін? Мен осы модульдегі барлық нәрсені техникалық түрде импорттаймын. Сондықтан кездейсоқ деп аталатын функция ғана емес, таңдау, сонымен қатар бірнеше басқа функциялар. Сондықтан менің файлымның жоғарғы жағындағы кодтың осы жолын пайдаланудың орнына random файлын импорттаңыз. Бұл техникалық тұрғыдан олар орналасқан барлық мазмұнға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Мұның кемшілігі мынада. Мен бұл жолды пайдалана алмаймын. Менің файлымның жоғарғы жағындағы кодты кездейсоқ теруге тура келеді. Таңдау кездейсоқ жасалады. Бұл кездейсоқ. Себебі мен шақыратын барлық функциялар осы модульдің ауқымына байланысты болуы керек. Мен жай ғана функцияны оның аты бойынша таңдауға шақырғым келеді делік. Мен мұны да істей аламын. Осы бірінші жолды кездейсоқ импорттау таңдауынан дегенге ауыстыруға рұқсат етіңіз. Және бұл тиімді жұмыс істейтін нәрсе, таңдалған функция атауын ағымдағы аттар кеңістігіме мен жұмыс істеп жатқан файлдың ауқымына жүктеп салу. Бұл енді мен қандай таңдау функциясын айтып тұрғанымды көрсетудің қажеті жоқ дегенді білдіреді. Мен жай ғана таңдау деп айта аламын. Және бұл оны жергілікті атау кеңістігіне жүктейді. Ол қаласаңыз, менің жергілікті сөзді қорыма кіреді. Сондықтан мен жай ғана таңдау деп айта аламын. Бұл қандай жағдайларда пайдалы болуы мүмкін деп ойлайсыз? Мүмкіндік атауын жай ғана кездейсоқ көрсетудің орнына дәл осылай импорттағыңыз келуі мүмкін. Таңдау кездейсоқ. Функцияны шақырған кезде бүкіл кодты таңдаңыз. From көмегімен осы балама импорттау туралы ойларыңыз бар ма? Сәлем, мен мысырлық Мұхаммед Омармын. Мүмкін, егер бізде аты негізінен таңдауға ұқсас айнымалы болса, онда менде таңдау деп аталатын айнымалы бар. Сондықтан мен қандай науаларды таңдайтынымды ажыратуым керек. Сондықтан мен деректердің кездейсоқ таңдауын таңдаймын. Иә, менде өте жақсы сезім бар. Бірінші тәсілді қолдана отырып, жай ғана random импорттау арқылы сіз оның барлық мазмұнының random модулімен байланыстырылған
байланыстырылғанына немесе оның ауқымымен шектелгеніне көз жеткізесіз. Осылайша сізде өзіңіздің жеке таңдау функцияңыз болуы мүмкін. Сізде өзіңіздің таңдау айнымалыңыз болуы мүмкін. Сіз осы файлда сақталған барлық функциялар немесе айнымалылар сияқты атауларды олармен кездеспей-ақ пайдалана аласыз. Бұл жақсы нәрсе. Ескі тілдерде солай болды. Егер сіз біреудің кітапханасын импорттаған болсаңыз, олар сияқты функцияларды немесе айнымалыларды пайдаланбайсыз деп үміттенгеніңіз жөн. Өйткені шын мәнінде сізде қандай да бір қайшылық болуы мүмкін. Python және кейбір басқа тілдер осы функциялар мен айнымалылардың атауларын олар алынған файлға немесе модульге байланыстыруға мүмкіндік береді. Сондықтан бұл жақсы нәрсе. Бірақ шынымды айтсам, бұл өте қысқа бағдарлама. Немесе сол сияқты. Мен кездейсоқ қоңырау шалу арқылы көптеген жерлерде таңдау мүмкіндігін пайдаланып жатқан шығармын. Таңдау бұл кездейсоқтық. Таңдау бұл кездейсоқтық. Бұл таңдау. Бұл менің кодымды ұзағырақ және ұзағырақ етеді. Бұл белгілі бір дәрежеде солай. Бірақ бұл жай ғана ұсқынсыз және тітіркендіргіш болып қалады. Сондықтан мен жай ғана таңдауды импорттай аламын. Енді кодты сәл өзгерте аламын. Бұрын көптеген шешімдер қабылданғандықтан бір немесе басқа дұрыс тәсілді қолданудың қажеті жоқ. Бұл байланысты. Бірақ менің ойымша, дәл осы себептерге байланысты, кейде біз бірінші рет жасаған нәрсені жасаған дұрыс. Яғни модульді қолдану аясын сақтайтын етіп импорттау. Python тіліндегі random модулімен бірге келетін басқа функцияға өтуді ұсынуға рұқсат етіңіз. Міне, бұл random құжаттамасынан алынған. Мұны айту біршама қиын, бірақ бұл кездейсоқ int мәнін қайтаруды білдіреді. Ал егер сіз құжаттаманы оқысаңыз, бұл кездейсоқ int мәні a және b қоса алғанда арасында екенін көресіз. Сондықтан, егер сіз a үшін бірінші және v үшін 10 санын енгізсеңіз, 1-ден 10-ға дейін қоса алғанда 1-ден 10-ға дейінгі санды қайтарар едіңіз. Оның ішінде бірінші және ықтимал 10-шы. Олардың әрқайсысының ықтималдығы 10%. Сондықтан, мен мұндай бағдарламаны қалай пайдалана аламын? Py файлын жасау жұмысыма қайта оралуға рұқсат етіңіз. Неге біз 1-ден 10-ға дейінгі кездейсоқ санды құруға тырыспаймыз? Шынайы әлемде сіз мұны жиі жасай аласыз. Егер сіз жай ғана біреудің кездейсоқ санды таңдағанын қаласаңыз, оған бұл туралы адамның жауабында хабарлайсыз. Компьютерді де дәл осы жерде жасайық. Төменгі жағындағы кодтың екі жолын алып тастауға рұқсат етіңіз. Бірақ кездейсоқ импортты сақтаңыз. Әрі қарай жалғастырайық. Және бұл жолы сан деп аталатын айнымалыны анықтайық. Оны кездейсоқ мәннің қайтарылуына тең етіп орнатайық. Random. Ал енді біз a 1 мәнін және b 10 мәнін береміз. Енді жалғастырып санды шығарайық. Мен терминал терезесіне кіріп, генерациялау үшін Python іске қосамын. Py деп теріп, Enter пернесін басыңыз. 4-ші. Бұл генерациялауға арналған Python. Py деп теріп, Enter пернесін басыңыз. 8-ші, тағы 9-шы, тағы 7-ші, тағы 10-шы, тағы 2-шіден, тағы. Біз мұны күні бойы жасай аламыз. Егер біз осы сандардың барлығын қосатын болсақ, онда біз олардың әрқайсысының ықтималдығының 10%-ын аламыз. Енді сіз бұл ақпаратты қалай пайдалана аласыз? Мүмкін біз болжау ойынын ойнап жатқан шығармыз. Немесе біз ойындағы кейбір кейіпкерлердің мінез-құлқын рандомизациялауға тырысатын шығармыз. Сіз осындай өте қарапайым құрылыс блоктарын пайдалану сіздің бағдарламаңызды өмірге әкелетінін елестете аласыз. Бұл оның әрекеттерді сәл болжамды түрде орындауына әкеледі. Өйткені сіз бұл мәндерді кездейсоқ болып көрінетіндей етіп таңдайсыз. Және сіз Python-ға сенесіз. Ол шын мәнінде бұл сандарды өзінің алгоритмдері мен математикасын пайдалана отырып жасайды. Бұл жерде тағы не істей аламыз? Маған осы кездейсоқ кітапханадан алынған басқа функцияны енгізуді ұсынуға рұқсат етіңіз. Ал тағы біреуін өзіңіз жүзеге асырудың қажеті жоқ. Shuffle. Егер сіз сол кездейсоқ модульдегі Shuffle құжаттамасын оқысаңыз, оның, мысалы, мәндер тізімін алып, оларды жай ғана араластырып жатқанын көресіз. Олар карталар палубасы сияқты кездейсоқ түрде таратылады. Мұнда сіз оларды кездейсоқ ретпен көрсету үшін араластыра аласыз. Сонымен, осы функцияның атауына сүйене отырып, оны қалай пайдалануым керек? Мен сізді versus кодына қайта оралуға шақырамын. Әрі қарай жалғастырып, бұл жолы келесі әрекеттерді орындауға рұқсат етіңіз. Мен карталардың палубасы сияқты нәрсені араластыруым керек болғандықтан, кездейсоқ деректерді импорттауды ғана емес, әрі қарай жалғастыруға рұқсат етіңіз. Бірақ мен өзіме лист түріндегі карталар деп аталатын айнымалыны сұрайын. Менде араласатын нәрсе болу үшін, маған кәдімгі палубадағы барлығы 52 карта қажет емес. Мен жай ғана 3 картаны араластырамын. Бұл Джек, ханым және патша. Мен бұл жолдарды өз қалауым бойынша атай алар едім. Бірақ оларды араластыру үшін кейбір мәндердің тізімі қажет. Яғни олардағы ретті рандомизациялау. Енді бұл қалай жұмыс істейді? Егер сіз рандомизация құжаттамасын оқысаңыз, оның не екенін түсінер едіңіз. Аргументті араластырыңыз. Сонда сіз оның аргументтерді дұрыс ретпен араластырып жатқанын көресіз. Бұл біз бұрын көрген көптеген мүмкіндіктерге ұқсамайды. Бұл жағдайда ол араластырылған карталары бар мәнді қайтармайды. Шын мәнінде ол өзіне берілген тізімді өзі араластырады. Сондықтан менің кодым үшін бұл кездейсоқ түрде осындай нәрсені істеуім керек дегенді білдіреді. Осы карталарды қамтитын айнымалыны араластырыңыз және өткізіңіз. Содан кейін соңғы жолда карталарды қалай басып шығаруға болады? Мен мұны істей аламын және картаны басып шығар деп айта аламын. Бірақ егер мен мұны істесем, тізімдер үшін Python синтаксисін көремін. Және ол жай ғана үтірлерді және сол сияқтыларды пайдаланып өзінше пішімделеді. Мен бұл карталарды бір-бірлеп басып шығарғым келеді. Өйткені менің ойымша бұл сәл жақсырақ көрінеді. Осылайша біз циклдардағы кейбір синтаксистік функцияларымызды пайдалана аламыз және осындай нәрсені айта аламыз. Карточкалар, жалғастырыңыз және ағымдағы картаны басып шығарыңыз. Енді мұнда не болып жатыр? Үшінші жолда мен осы ретпен 3 картаның тізімін анықтаймын. Джек, ханым,
король. Содан кейін мен 4-ші жолда бірде карталарды араластырамын. Содан кейін 5-ші жолда мен осы тізімдегі карталардың әрқайсысы үшін for циклін қолданамын. Бір уақытта бір рет басып шығарамын. Себебі мен бір уақытта бір жолды басып шығаруды қолданамын. Нәтижесін көрейік. Міне, менің терминал тереземде мен генерациялау үшін Python бағдарламасын іске қосамын. Пай деп теріп, Enter пернесін басыңыз. Ханым, король, Джек бір-бірімен араласып кеткен сияқты. Өйткені бұл мен бұрын анықтаған тәртіп емес. Мұны тағы да қайталайық. Ханым, король, Джек. Жарайды. Солай болып шықты. Бұл бір нәрсе, бірақ қарап көрейік. Бұл жай ғана жаман мүмкіндік болуы мүмкін. Міне, солай. Джек, ханым, патша. Бәрі араласып кеткен сияқты емес. Бірақ кем дегенде, қазір біз басқа тәртіпке ораламыз. Тағы бір рет, Джек, ханым, патша. Онша жақсы емес. Джек, ханым, патша. Онша жақсы емес. Бұл сіз карта ойнағыңыз келетін адам. Ханым, Джек, патша, солай болды. Бірақ, әрине, бізде бұл жерде тек 3 карта бар. Сондықтан біз тым көп ауыстыруларды көрмеуіміз мүмкін. Егер біз мұны уақыт өте келе жасасақ, олардың барлығын көреміз. Бірақ, егер бізде, әрине, 13 немесе 52 карта болса, біз одан да көп ауыстыруларды көрер едік. Сондықтан, қазір бізде кездейсоқ ақпаратты жасаудың 3 жолы бар. Олардың бірі, қандай да бір спорттық іс-шараны бастағыңыз келсе, қарапайым тиын лақтыру. Алдымен, осыған байланысты бірдеңе шешкіңіз келсе, бірден 10-ға дейінгі санды таңдаңыз. Ал енді, шафл қолданбасын пайдалану арқылы, біз тіпті заттардың тізімін алып, кездейсоқ мінез құлыққа ие болу үшін оларды араластыра аламыз. Осы жерде кідіртуге рұқсат етіңіз және рандом модульдер немесе осы 3 мүмкіндіктің кез келгені туралы басқа сұрақтарыңыз бар жоғын білуге рұқсат етіңіз. Егер қаласақ, карталардың түсіп қалу мүмкіндігін арттыра аламыз ба немесе азайта аламыз ба? Мысалы, бізде олардың 3-еуі бар. Вәрпінің түсу ықтималдығы 33%. Сондықтан ықтималдықты арттыруға немесе азайтуға қандай да бір мүмкіндік бар ма? Бұл ықтималдықтарды бірдей мүмкіндіктерді пайдаланбай ақ орнатуға бола ма? Сіз бұл ықтималдықтарды орната аласыз ба? Бірақ сіз өзіңіздің кейбір функцияларыңызды жүзеге асыра аласыз, немесе осы кітапханада бар күрделірек функцияларды және басқаларын көбірек бақылауды жүзеге асыру үшін пайдалана аласыз. Бұл өте пайдаланушыға ыңғайлы және қарапайым мүмкіндіктер болу керек. Әрине, біз қарастырған мүмкіндіктер сізге осы мүмкіндіктердің барлығына бірдей мүмкіндік береді. Бірақ, әрине, сіз жағдайды бұрмалай аласыз. Дегенмен, егер сіз құмар ойындарды немесе соған ұқсас нәрсені жүзеге асырсаңыз, сіз ешқандай қиындық тудырмайсыз деп үміттенеміз. Карталар басқаларға қарағанда көбірек болуы мүмкін. Осы кездейсоқтықты жүзеге асыруға, қайта оралуға рұқсат етіңіз және осы кітапханада міндетті түрде жоқ функционалдылықтың басқа түрлерін қалай пайдалануға болатыны туралы ойлануға рұқсат етіңіз. Pythonда статистика кітапханасы да бар екен, және ол статистикалық сипаттағы тапсырмаларды орындауға арналған функциялардың барлық түрлерін қамтиды. Атап айтқанда, орташа мәндерді, модульдерді немесе талдағыңыз келетін деректер жиынының басқа аспектілерін есептеу. Сонымен, Python тілінде статистика модулін қалай пайдалануға болады? Алдымен біз Python-дағы кез келген басқа модуль сияқты оның құжаттамасымен таныса және біз бұл кітапханада функциялардың толық жиынтығы бар екенін көреміз. Және бұл мүмкіндіктердің бірі өте қарапайым. Бұл өте орташа. Бұл сіз енгізген кейбір сандардың орташа мәнін есептеуге мүмкіндік беретін функция. Жалғастырып, Versus кодындағы терминал терезесінде average деп аталатын жаңа файлды ашуға рұқсат етіңіз. Және осы файлдың жоғарғы жағында мен бұл жолы басқа кітапхананы, атап айтқанда Python тіліндегі статистика модулін импорттаймын. Енді мен осы модульде бар екенін білетін функцияны, атап айтқанда, кейбір мәндерді орташаландыру үшін мен функциясын шақырамын. Мен статистиканы шақырамын. Менің айтқым келіп тұрғаны, мен бұл функцияға кейбір мәндердің тізімін беремін. Мен мектептегі қазіргі көрсеткішімнің қандай екенін жылдам есептеуге тырысып жатқанымды елестетіп көрейік. Мен бірінші тестімді өте жақсы тапсырдым. Мен 100% ұпай жинадым. Мен екінші сынақта жақсы нәтиже көрсеттім. Бірақ онша жақсы емес. Мен 90 балл алдым. Бір қызығы, мен математиканы жақсы меңгермеймін. Сондықтан мен осы екі сынақта дәл қазір орташа балым қандай екенін білгім келеді. Ендеше, мен осы тізімге 100 санын, үтірмен бөлінген 90 санын енгізейін. Осылайша екі мәннің тізімін 2 бүтін санды 190-ға жеткіземін. Және бұл мәндердің сыртында жақшалар бар. Өйткені, әрине, мен дәл қазір осы аргументтен өтіп жатырмын. Орташа деп аталатын функция. Және бұл орташа функция статистика деп аталатын модульде орналасқан. Егер мен оның не екенін шынымен көрмесем, орташа мәнді есептеу соншалықты қызықты емес. Сондықтан осы орташа мән функциясының қайтару мәнін әдеттегідей басып шығару функциясына одан әрі жіберуге рұқсат етіңіз. Енді Versus кодындағы терминал терезесінде Python тіліндегі орташа мәнді енгізуге рұқсат етіңіз. Py және Enter пернесін басыңыз. Және voil, сіз күткендей, менің орташа көрсеткішім 95% құрайды. Сондықтан бұл жерде айырмашылық мынада, мен әлі де Python мен бірге келетін басқа модульді пайдаланып жатырмын. Бірақ мен оны импорттауым керек. Мысалы, кездейсоқ модуль емес. Мен бұл жолы құжаттамадан min деп аталатын функция бар екенін білемін. Python да басқа Python модульдерімен бірге келетін функциялар одан да көп екені белгілі болды. Және пәрмен жолы аргументтері деп аталатын тағы бір мүмкіндік бар. Бұл тек Python тілінің ғана емес. Сонымен қатар жалпы басқа тілдердің де ерекшелігі, ол Python input функциясын шақырған кездегідей бағдарлама ішінде сұраудан тыс деректерді енгізуге мүмкіндік береді. Бірақ ең алдымен бағдарламалардың пәрмен жолы аргументтері сияқты мүмкіндік бар. Ол пәрмен жолында орындау кезінде бағдарламаға тікелей енгізілетін аргументтерді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Сондықтан осы уақытқа дейін, мысалы, біз әдетте Pythonды осындай нәрсе үшін пайдаланғанымызды есте сақтаңыз. Мысалы, Python for hello, мен ешқашан файл атауынан кейін ешқандай сөз немесе сөз тіркесін орындаған емеспін. Бірақ мүмкін, бағдарламаларды біз сияқты пәрмен тәрізді ортада іске қосқан кезде, сіз терген пәрменнен кейін кез келген сөздерді, сандарды немесе сөз тіркестерін тере аласыз. Және мұның бәрі қандайда бір жолмен бағдарламаның өзіне кіріс ретінде жіберіледі. Бұл енгізу функциясын қолмен шақыру арқылы пайдаланушыдан бір уақытта бірдеңе сұраудың қажеті жоқ. Демек, бұл нақты мағынада нені білдіреді? Осы жерде versus кодына қайта оралуға рұқсат етіңіз. Мен сізді белгілі бір модульді қалай қолдануға болатыны туралы ойлануға шақыруға рұқсат етіңіз. Мен әрі қарай жүріп, name деп аталатын файл жасаймын. Және бұл жолы мен пәрмен жолында терілген мәндерге қол жеткізуге мүмкіндік беретін жаңа модульді пайдаланғым келеді. Бірақ бұл қандай модуль болады? Бұл модуль sys деп аталады. Ал sys жүйенің аббревиатурасы. Жүйенің өзіне және сіз бен біз енгізетін пәрмендерге тән көптеген функционалдылықтарды қамтиды. Осы модульге арналған құжаттама осы мекен-жайда орналасқан. Және ол осы модульмен бірге келетін барлық әртүрлі функцияларды, айнымалыларды және тізімдейді. Бірақ біз нақтырақ нәрсеге, атап айтқанда, осы нәрсеге тоқталамыз. Python тіліндегі sys модулінде сіз үшін сиқырлы түрде бар және argv деп аталатын айнымалы мән бар екені белгілі болды. Ол аргумент векторы дегенді білдіреді. Бұл enter пернесін баспас бұрын пәрмен жолына терген барлық сөздердің тізімін сипаттаудың тамаша тәсілі. Мұның бәрі сізге Python арқылы, sys айнымалысы арқылы сиқырлы түрде берілетін сияқты. Argv бұл айнымалы мән тізім болып табылады. Яғни бірінші элемент сіз терген бірінші сөз болады. Екінші элемент сіз терген екінші сөз болады. Және т.б. Содан кейін осы тізімді пайдалана отырып, пәрмен жолында адамның шын мәнінде қандай сөздерді тергенін анықтай аласыз ба? Және оны өз бағдарламаңыздың әрекетіне әсер ету үшін пайдалана аласыз ба? Бұл шын мәнінде нені білдіреді? Аты деп аталатын осы жаңа ойынды да әрі қарай жалғастырып, sys импорттауға рұқсат етіңіз. Осы sys модулінің ішінде мен sysке қол жеткізе аламын. Argv. Бірақ мен оны қалай пайдаланғым келеді? Мұны істейік. Hello World бағдарламасын жазудың орнына, осы уақыт ішінде пайдаланушы менің не тергенімді қалайтынын анықтау үшін input мәнін қайтаруды ғана іздеді. Әрі қарай жалғастырайық және жай ғана күтейік. Пайдаланушы Python іске қосылғанда бізге хабарлау керек. Олардың қалай аталатынын өзіңіз бағдарламалаңыз. Елестетіп көріңізші, мен бұл жолы тек бір ғана атау белгілерін жасағым келеді. Ал ақшта күртешенің етегіне сәлем. Менің атым Дэвид деген жапсырманы тағу өте жиі кездеседі. Сондықтан мен осыған ұқсас мәтінді басып шығарғым келеді. Идея мынада, бір күні мен бұл бағдарламаны мәтінді тікелей принтерге жіберу және осы атау тектерін динамикалық түрде жасау үшін жетілдіре аламын. Қазір жалғастырып, мұны істеуге рұқсат етіңіз. Жалғастырып, әдеттегідей басып шығаруға рұқсат етіңіз. Сәлем. Бірақ бұл жолы мен оны қызықтырақ ету үшін тағы бір нәрсе айтайын. Сәлем, менің атым. Бұл тырнақшасыз дәйек сөз. Содан кейін мен инпутқа қоңырау шалып, қайтарылған мәнді айнымалыға сақтап, осы айнымалының атын осында беруді әдетке айналдырдым. Бірақ оның орнына мен тікелей осы sysке өтемін. Argv бракет бірінші. Міне бітті. Менде бұл жерде сәлем деп айтатын бағдарлама болады. Содан кейін менің атымнан кейін systегі барлық нәрсе болады. Argv бракет бірінші. Және оған назар аударыңыз. Argv қайтадан тізімді білдіреді. Және біздің циклдар туралы талқылауымыздан және өз кезегінде тізімнен есте сақтаңыз. Біз тізімдегі әртүрлі элементтерге қол жеткізу үшін жақшаның ішінде белгілеуді қолданамыз. Жарайды. Енді терминал тереземе кіріп, Python атауын іске қосуға рұқсат етіңіз. Бірақ бұл жолы enter пернесін басып, бағдарламаның менің атымды сұрауын күтудің орнына, кезек пәрмені деп аталатын пәрменмен осы бағдарламаға менің атымды алдын ала хабарлауға рұқсат етіңіз. Міне, біз бастадық. Файл атауы бос орынмен бөлінген. Сондықтан мен Pythonды іске қосқан кезде оның атын қоямын. Дэвид. Мен экранда көремін. Ойла, сәлем, менің атым Дэвид. Сондықтан тек осы демонстрацияға сүйене отырып, біз жүйеде не болып жатқанын дәл анықтай аламыз деп ойлаймын. Argv. Бұл бір қарағанда анық көрінгенімен, бұл жерде өте күрделі болып көрінеді. Жоғары қарап көрейік. Sys жүйесінде Argv. Мен мұнда бір жақшаға өтемін. Бұл sys екені анық. Argv бракет бірге не болып жатқаны туралы деректерді сақтайды. Бірақ бұл өлшем бірлігі. Бұрын біз циклдарды қарастырған кезде, олардың индексі 0-ге тең екенін айтқанымызды есте сақтаңыз. Яғни бірінші элемент 0-ге тең, келесі элемент 1-ге тең, келесі элемент 2-ге тең, және дегенмен, бұл жерде менің атым тізімнің басында бірінші орында тұрғандай әрекет етемін. Маған жүйеде не болуы мүмкін екендігі туралы сұрақ қоюға рұқсат етіңіз. Argv 0-ге тең бе? Бұл жүйеде не болуы мүмкін? Argv 0. Бұл тізімдегі ең бірінші элемент пе?
Иә, менің ойымша, бұл бағдарламаның стиліндегі атауына ұқсайды. Бұл шынымен де стиліндегі бағдарламаның атауына, басқа тілдегі бағдарламаның атауына ұқсайды. Егер мен нені тергенімді ескеретін болсам, онда мен Python-ды міндетті түрде тердім. Өйткені менің аудармашым осылай аталады. Және біз мұны білудің қажеті жоқ. Өйткені біз Python-ның өзін қолданамыз. Бірақ содан кейін мен екі нәрсені басып шығардым. Мен атын басып шығардым. Мен мұны бірнеше рет жасағанымдай, Python-ды мен жазған аудармашы бағдарламасына қосу керек болды. Және жалпы ереже бойынша Python деректерді C жүйесінде сақтайды. Arg сіз іске қосатын немесе түсіндіретін файлдың аты. Одан кейін терген кез келген басқа сөздердің саны. Сондықтан біз осы уақыт ішінде бағдарламаның атауына қол жеткізе аламыз. Бұл шынын айтқанда соншалықты қызықты емес. Бірақ қазір біз осы сұраудан кейін енгізілген сөздерге де қол жеткізе аламыз. Бірақ әрине, мен ештеңе енгізбесем, не болуы мүмкін? Мен үшін жүйеде бірінші орында әрқашан бірдеңе болады деп болжау аңғалдық болар еді. Argv, мен мұны істеуге тырысайын. Python, name, Py. Мен саған өз атымды айтпаймын. Өйткені қазіргі уақытта менің атымды басып шығарғың келетінін білмеуім де мүмкін. Сондықтан қазір Enter пернесін басуға рұқсат етіңіз. Міне, біз қатені көріп отырмыз. Бұл Python-дағы ерекшелік деп аталады. Бұл жаңа ерекшелік. Бұл тізім индексінің ауқымнан шығып кетуіне әкелетін индекс қатесі. Python тіліндегі тізімді, массивтерді немесе басқа тілдердегі векторларды пайдалансаңыз да, бағдарламалаудағы ең жиі кездесетін қателердің бірі жоқ элементке қол жеткізуге тырысу болып табылады. Сен сол жаққа тым алыс кетуге тырысасың. Немесе кейбір мәндердің тізімі ғана болып табылатын, бұл нысанда оңға тым алысқа баруға тырысып жатырсың. Сондықтан, әрине, бұл жерде қате мынада. Мен бірінші орында бірдеңе болуы керек деп ойлаймын. Ал бұл шын мәнінде нөлінші орын. Бұл маңызды нәрсе. Бірақ мұны түзету нөл жақшаны орындаумен бірдей болмайды. Өйткені қазір мен бұл бағдарламаны жалғастырып, қайта іске қоссам, тақырыптан кейін басқа сөздер болмайды. Py, онда сәлем. Менің атым аты деп жазылған. Py, егер біз бағдарламаға атау таңбашасын жасасақ, бұл өте жақсы. Бірақ, әрине, бұл жерде менің мақсатым емес. Сондықтан, түзету тек біреуін нөлге ауыстыру ғана емес. Бұл қатені тағы қалай шешуге болады? Мен бұл қатені тағы қалай жеңе аламын? Бұл индекс қатесі, егер пайдаланушы пәрмен жолында өзінің шын атын қалай енгізу керектігін есіне түсірмесе, немесе білмесе, орын алады. Біз әрқашан бағдарламаға ерекше жағдайды енгізе аламыз. Айталық, егер бірінші орында ештеңе болмаса, біз жай ғана шығып, жарайды, бізде ештеңе жоқ деп айтамыз. Менде параметр немесе басқа нәрсе жоқ. Бірақ, егер бар болса, біз бағдарламамен жұмыс істеуді жалғастырамыз. Бұл тамаша. Сондықтан мен оны жеңілдете алсам, кодтың осы жолын орындауға тырысамыз. Бірақ қате орын алса, оны басқа жолмен шешеміз. Енді, ең дұрысы, мен жеткілікті күшті бағдарламашы болғаннан кейін, мен оны болжап, келесі кодты жазар едім, басынан бастап. Бірақ сіз үйреніп жатқанда қатені байқаған дұрыс. Мен мұны анықтап, содан кейін қайтып оралып, кодты жақсартуым керек екенін білмедім. Бірақ, әрине, егер сіз құжаттаманы оқысаңыз, өткеннен алған кейбір сабақтарыңызды біле аласыз. Сіз осы ерекшеліктердің кейбірін өзіңіз сынап көруді және тексеруді әдетке айналдырасыз. Сондықтан, бұл мәселені осы жерде сіз ұсынған ықтимал әдістердің бірімен шешуге рұқсат етіңіз. Осы ерекшелікті келесідей шешуге тырысайық. Енді жалғастырайын. Және бұл басып шығару жолын соқыр түрде шақырудың орнына, мәселе туындаған жағдайларды қоспағанда, сәлем, менің атым анау-мынау деп теріп көрейін. Атап айтқанда индекс қатесі, содан кейін мен не істеймін? Әрі қарай жалғастырып, мұны істегіңіз келе ме? Мен тым аздау сияқты бірдеңе айтайын. Мен мұны неғұрлым түсінікті түрде түсіндіре алар едім. Бірақ мен қазір қолданушыға оның маған тым аз дәлел келтіргенін, сұрауда тым аз сөз бергенін түсіндіремін. Сондықтан ол әлі де дәл қазір мен қалағандай жұмыс істемейді. Мен әлі де олардың жеке тегін жасай алмаймын. Бірақ кем дегенде олар ешқандай құпия қате туралы хабарды көрмейді және бағдарламаны өздері бұзды деп ойламайды. Енді жалғастырып, атымен Python іске қосуға рұқсат етіңіз. Py теру және тым аз аргументтер. Жарайды. Мен қазір жалғастырып, атымен Python іске қосуға рұқсат етіңіз. Py іске қосыңыз және менің атымды теріңіз. Дэвид. Енді біз бизнеске қайта оралдық. Менің атым да экранда пайда болғанын көріп тұрмын. Бірақ қатаң айтқанда, мен мұны істеуге тырысудың қажеті жоқ. Шын мәнінде, мен бұл кодты жазуда біршама мұқият болуым мүмкін. Мен қате туралы хабарларды дәлірек беру үшін пайдаланушының пәрмен жолында шын мәнінде атын немесе бірнеше атын көрсеткенін тексере аламын. Мен мұны қалай істей аламын? Мен барып, өзім қосқан ерекше жағдайларды өңдеуден бас тартамын. Неге мен оның орнына мұны кішіпейілділікпен жасамасқа? Маған әрі қарай жүріп, шартты белгіні осы жерге қоюға рұқсат етіңіз. Егер ұзындығы сис болса, Argv екіден кіші немесе оған тең бір ғана мәнге тең. Бірақ әзірге мен екіден кіші мәнге тоқталамын. Содан кейін бірнеше аргументтерді басып шығарамын. Сондықтан
Сондықтан сайып келгенде, маған екі аргумент қажет. Мен бағдарламаның атауы 0 позицияда көрсетілгенін қалаймын. Мен адамның аты жөнінің 1 позицияда көрсетілгенін қалаймын. Сондықтан бізде барлығы 2 дәлел бар. Сондықтан менде 2-ден аз аргумент болса, пайдаланушыға осы басып шығарылған жол арқылы ал сис ұзындығы екенін айтайық. Аргв 2-ден үлкен. Олар пәрмен жолына тым көп сөз енгізген сияқты. Оларға айтайық, басып шығару, дәйек сөз келтіру, дәйек сөз келтірмеу. Тым көп пікірталас. Әйтпесе, егер олар шынымен бәрін дұрыс жасаса, және олар маған дәл 2 дәлел келтірсе, әйтпесе, жалғастырып, мені шынымен қызықтыратын нәрсені басып шығарайық. Жарайды. Мен терминал терезесіне кіріп, атымен Python іске қосуға рұқсат етіңіз. Py және voil. Бұл қатенің мүлдем басқа түрі. Бұл біз бұрын кездестірген синтаксистік қате. Синтаксистік қатенің қайталануы менің кінәм. Мен мұнда бірдеңені шатастырып алғандай болдым. Мен қате синтаксис жаздым. Сондықтан ешбір шартты белгілер немесе ерекше жағдайларды өңдеу оны қадағалауға көмектеспейді. Мен қайта оралып, бағдарламамды іске қосуым керек. Себебі ол мүлдем іске қосылмайды. Маған осында көтеріліп, қарап шығуға рұқсат етіңіз. Мәселе 4-ші жолда. Менде бұл жерде аяқталмаған жол бар сияқты. Мен жалғастыруым керек. Енді осы қос тырнақшаны қосуым керек. Сондықтан дәл қазір жалғастыруға рұқсат етіңіз. Ал енді бұл қызыл майшабақ жойылғандықтан Python атауын қайталауға рұқсат етіңіз. Py деп теріп, Enter пернесін басыңыз. Енді біз тым аз аргументтерді көріп отырмыз. Жарайды. Мүмкін оған менің толық аты жөнім керек шығар. Мен қазір жалғастырып, атымен Python іске қосайын. Py, Дэвид Малан, файл атауынан кейін 2 сөзді де теріп, Enter пернесін басыңыз. Енді, әрине, дәлелдер тым көп. Бәрі жақсы. Енді мен жақсылық жасап, есімнің орнына Python деп теремін. Py және жай ғана Дэвид. Міне, бізде бәрі бар. Экранда менің атым жазылған биджик бар. Қатаң айтқанда, егер біз сәл ақылдырақ бола алсақ, және бізді не мазалайтынын тексере алсақ, әсіресе пайдаланушыға дәлірек кеңес бергіміз келсе, ерекше жағдайларды өңдеудің қажеті жоқ. Біз оларға бірдеңе дұрыс болмады, немесе емтихан тапсырғымыз келмейді деп, жай ғана жоқ деп айтқымыз келмейді. Біз оларға жоқ деп айтқымыз келеді. Бұл тым аз немесе жоқ. Бұл тым көп. Біздің сөздік қорымызда оны білдіруге болатын шартты сөздер бар. Маған осы жерде кідіртуге рұқсат етіңіз. Және қазір индекстегі қатені қалай шешкеніміз туралы сұрақтарыңыз бар жоғын білуге рұқсат етіңіз. Немесе қазір біз индекстегі барлық қателіктерден қалай белсенді түрде аулақ боламыз. Алдымен тым аз екенін тексеру арқылы. Бұл тым көп емес пе? Әлде біз дәл осыны қалаймыз ба? Сәлем. Иә, рахмет. Мен сіздің толық аты жөніңізді пайдалану тақырыбын қозғадыңыз ба деп ойладым. Алға жылжудың қандай да бір жолы бар ма? Мүмкін бізде толық аты жөнімен аталғысы келетін адамдар болуы мүмкін. Және біз оларды бұл адамның толық аты жөні бар деп бөлуіміз мүмкін. Бұл кісінің бір ғана есімі бар ма? Дәл солай. Мен бірнеше есімді қолдауға, қайта оралуды ұсынуға рұқсат етіңіз. Бірақ шын мәнінде біз мұны істей аламыз. Сондай-ақ, егер мен мұны істесем, дәл қазір толығы есімдерді сақтай алатынымызды атап өтуім керек. Дэвид, Спейс Маланды терудің орнына бұл проблемалы. Өйткені тағы да, аргв қалай жұмыс істейтінін анықтау арқылы әрбір сөз тізімдегі белгілі бір орынға түседі. Бірақ, егер мен пәрмен жолына бір тырнақшаларды немесе қос тырнақшаларды қоссам, Python енді оны 2 жалпы нәрсе ретінде қарастырады. Бұл файлдың аты және бұл толық аты. Енді мен Enter пернесін басқан кезде тырнақшаларды көрмеймін. Мұның бәрі менің толық аты жөніммен бөлісіліп жатыр. Егер мен мұны бірнеше адамға одан әрі бейімдегім келсе, біз мұны да жасай аламыз. Ал енді осы нұсқадағы басқа сұрақтар үшін if, elif, else немесе except before арқылы Python. Мен сізден сұрағым келеді. Біз multiple else операторын пайдалана аламыз ба? Multiple else операторын пайдалана аласыз ба? Жоқ. Else сізде болуы мүмкін соңғы жалпылама мәлімдеме. Сізде ортасында бірнеше elif мәлімдемесі болуы мүмкін. Бірақ бірнеше else емес. Оқылмайтын Дэвид Малан. Жарайды. Енді осы кодқа қайта оралайық. Және біз пайдалана алатын қосымша функционалдылықты қосу арқылы оны одан әрі жетілдіре алмайтынымызды көрейік. Сіз модуліне ұқсас модульдерді пайдаланыңыз. Кодтың бұл нұсқасы маған ұнамайтын нәрселердің бірі, тіпті ол дәл қазір дұрыс болса да, менің бағдарламамның мәні, яғни аты бар текті жай ғана басып шығару. Осы басқа нүктеге дейін төмендейді. Бұл өте жақсы. Логикалық тұрғыдан алғанда, бұл дұрыс. Бірақ жалпы айтқанда, барлық қателерді өңдеуді сіз шынымен қамқорлық жасайтын кодтан ажыратудың жақсы жағы бар. Бұл егер және кодыңыздың жоғарғы жағында болуы мүмкін. Мен барлық деректер күткендей болып жатқанын тексеремін. Бірақ содан кейін дизайн үшін болса да, осы else нұсқаулығында сізді қызықтыратын нақты кодты жасырмағаныңыз дұрыс болар еді. Мен, мысалы, логикалық тұрғыдан осылай істегенді жөн көремін. Мен жоғарыда қателер бар жоғын тексере аламын. Содан кейін осы жерде, төменгі жағында,
аты жазылған тақтайшаны басып шығарыңыз. Бұл кодтың жеке блоктары болса жақсы болар еді. Олардың барлығы солға тураланған. Бірақ бұл жерде менің жаңа ғана істегеніме қатысты мәселе бар. Логикалық тұрғыдан алғанда, мен else-ден құтылып, 10 жолды конвенциядан тыс шегінісіз бөлек теру арқылы қандай қателік жібердім? Мен жаңа ғана қандай қателік жібердім? Қандай қатені нақтылау керек? Қатені ата. Бір қызығы, бұл атау қатесі және ережеден ерекшелік емес. Бұл менің атыма қатысты қате, бірақ менің ойымша, сен менің кесірімнен тоңып қалдың. Бұл ерекше жағдайды тудырады. Себебі мен сис ұзындығын тексеріп жатырмын. Арг жоғарғы жағында, тіпті егер мен оның 2-ден үлкен екенін, 2-ден кіші емес, үлкенірек екенін тағы бір рет тексерсем де, мен әлі де соқыр және дұрыс емес деп ойлаймын. Енді ол көбірек болады. Түсінікті болу үшін, егер мен Python-ды іске қоссам, онда менің атым болады. Мен ешқандай дәлел келтірмеймін. Менде тым аз екенін көремін деп ойлаймын. Бірақ мен де сол ерекшелікті көремін. Менің терминалымның шығыс терезесінің ең жоғарғы жағында аргументтер тым аз деген қате туралы хабар бар. Бірақ тағы да 10 жолда мен соқыр түрде тізімімді жоқ бір позицияда индекстеуді жалғастырамын. Мұндай қателермен күресудің жақсы жолы бар екені белгілі болды. Әсіресе егер сіз Python бағдарламасын жазып жатсаңыз. Ол тек қысқа мерзімді іске қосуға арналған. Содан кейін бәрібір кетіңіз. Бірақ бағдарламаның өзі жұмыс істей алмаса, біз жұмысты мерзімінен бұрын аяқтай бастауымыз мүмкін. Егер пайдаланушы бізге дұрыс деректерді бермесе, біз бағдарламадан басқа жағдайда мүмкін болмай тұрып, тезірек шығуымыз керек шығар. Сондықтан маған әрі қарай жалғастыруға рұқсат етіңіз. Жалғастырып, осы жерде тек кодқа назар аудару үшін пікірлерімді жоюға рұқсат етіңіз. Мен жай ғана терудің, дәйексөз келтірудің, тырнақшаға алмаудың орнына тым аз аргументтерді ұсынамын. Мен сис модулімен бірге келетін басқа мүмкіндікті пайдаланғалы жатырмын. Мен әрі қарай жүріп, сиске қоңырау шаламын. Шық. Аты айтып тұрғандай, дәл солай болады. Жүйенің көмегімен мен дәл қазір 4-ші жолда бағдарламамнан шығамын. Неге бұл қалыпты жағдай? Егер сіз маған тым аз дәлел келтірсеңіз, мен сізге басқа ештеңе айта алмаймын. Пайдаланушы. Мен де уақытынан сәл ертерек кетуі мүмкін еді. Мен мұны 6-шы қатарда да жасай аламын. Жалғастырып, оны теріп қана қоймай, жүйеге енгізейік. Жүйеден шығу, тырнақшасыз дәйексөз, тым көп дәлелдер. Мына хабарды басып шығарып, дәл осы жерден шығыңыз. Енді мен 8-ші жолға жеткенше, қатенің барлық шарттары тексерілетініне сенімді бола аламын. Сондықтан мен жүйеде бірінші орында шынымен де элемент бар деп сенімді түрде болжай аламын. Аргв. Сондықтан мен қазір жалғастырып, оны іске қосуға рұқсат етіңіз. Python атымен пай теріңіз. Аргументтер тым аз, бірақ мен өз нұсқауыма қайта ораламын. Басқа ештеңе болған жоқ. Оны қайтадан іске қосуға рұқсат етіңіз. Менің атым Python. Дэвид Маланның атын тырнақшасыз енгізіңіз. Бұл жерде тым көп дәлелдер басылған. Python атауы ақыры осында. Жай ғана Дэвид деп жаз. Кір. Сәлем. Менің атым Дэвид. Осылайша, бізде жүйеде функционалдылықтың 2 түрі бар. Енді біз осы айнымалыға сиске қол жеткізе аламыз. Аргумент векторы. Ол маған пәрмен жолында терілген барлық сөздерді. Соның ішінде бағдарламаның файл атауын береді. Және егер біз құжаттаманы оқуды жалғастыра берсек, біз әртүрлі кіріс түрлерін қабылдай алатын exit функциясы бар екенін көреміз. Бірақ егер мен осындай жолды берсем, ол шынымен де сол жолды мен үшін басып шығарады. Содан кейін ол менің бағдарламамнан дәл осы жерде және қазір шығады. Енді осы сияқты бағдарламалардан шығу туралы сұрақтар туындайды. Түсінікті болу үшін Python файлыңыздың соңына жеткенде, ол әлі де жұмысын тоқтатады. Сондықтан мен сис қолданамын. Мен тезірек шығатыныма көз жеткізу үшін қазір шығыңыз. Менің сұрағым арг жүйесіне қатысты. Сонымен, ол бір уақытта бірнеше элементтерді қабылдай ала ма? Мысалы, Python атауын атайық. Дэвид Малан. Мен еркекпін. Жасым 20-да. Егер мен сіздің атыңызға бірінші индексте ғана қол жеткізгім келеді делік. Содан кейін сіздің жасыңыз 6-шы индексте болады. Мен жүйелік деп айта аламын ба? Аргв 1 және тағы біреуімен қалаған нәрсеге қол жеткізу үшін 6-ға арналған. Бұл екеуі де сис үшін. Аргв. Қысқа жауап. Иә, менің ойымша, егер мен сіздің сұрағыңызды дұрыс түсінсем, онда сіз команданың соңына көптеген сөздерді қосуды ұсынасыз. Және сіз сол жеке сөздерге қол жеткізгіңіз келеді. Бұл сөзсіз. Мен айтар едім, егер сіз пәрмен жолында көптеген сөздерді теріп жатсаңыз, бұл бір сәтте қиынға соғады. Сондықтан тапсырыс шынымен маңызды. Содан кейін ол жерде көптеген бағдарламалар бар екені белгілі болды. Pythonда аты, жасы немесе басқа өрістердің кез келген саны сияқты осы мәндерді қалаған ретпен енгізуге мүмкіндік беретін функционалдылық бар. Бірақ әлі де бағдарламаға мұны қалай істеу керектігін
екендігін айтатын мәтіндік ақпаратты сәл көбірек тасымалдай аласыз. Сіз оны пайдаланғыңыз келеді. Қысқасы, сіз сипаттап отырған нәрсе әбден мүмкін. Және маған оның шағын нұсқасын келесідей етіп жасауға рұқсат етіңіз. Осы жерде менің кодыма қайта оралуды ұсынуға рұқсат етіңіз. Енді біз пәрмен жолында бірнеше мәндерді сақтағымыз келеді делік. Осылайша, тым көп аргументтер деген ұғым болмайды. Мен тек Дэвидке ғана емес. Сонымен қатар Дэвидке, Картерге, Ромшинге және топтың басқа мүшелеріне де өздерінің тектерін алғысы келетін тектер жасағым келеді делік. Сондықтан мен мұны әрі қарай жалғастырамын. Мен элиф күйімнен құтыламын. Өйткені мен енді пәрмен жолында терілетін сөздердің максималды санын шектегім келмейді. Оның орнына мен пәрмен жолындағы әрбір атауды қайталағым келеді. Сондықтан мен мұнаны айтайын. Бұл арджинсис үшін аргв жалғастырыңыз және осы жолы басып шығарыңыз. Арг. Мен мұнда не істеп жүрмін? Синтаксис сәл өзгеше болғанымен, идея бұрынғыдай, бізде цикл болған кездегідей. Мен тізімді қайталау үшін for циклын қолданамын. Қарастырылып отырған тізім сиз деп аталады. Аргв. Арг мен жылдам жасап жатқан айнымалы мән. For циклы осы циклды бірінші рет орындаған кезде, арг мәні пәрмен жолындағы бірінші сөзге тең болуын қамтамасыз етеді. Циклды екінші рет ойнағанда, Python арг мәнінің енді пәрмен жолындағы екінші сөзге тең екеніне көз жеткізеді. Және for циклы осылай жұмыс істейді. Ол біз үшін айнымалыны жаңартады. Мен оны арг деп атаудың қажеті жоқ. Егер мен оны екі жерде де name деп өзгертсем, мен оны name деп атай алар едім. Бірақ, егер мен аргументтерді жалпылама түрде қайталасам, дәлелдер орынды болады. Егер мен бұл бағдарламаны қазір іске қоссам, өкінішке орай, кішкене қатені байқаймын. Мен Дэвид, Картер және Ромшин деп терсем де, мен тек үш есімді ала алмаймын. Мен дәл қазір сүрініп кететін қатені біреу көріп тұр деп ойлайсың ба? Егер менде барлығын айналып өтуге жеткілікті атау белгілері болса, бұл соншалықты қорқынышты емес. Бірақ мен олардың біреуін босқа өткіземін. Өйткені мұнда үш емес, 4 атау белгісі басып шығарылады. Біріншісінде бағдарламаның атауы бар. Бұл соншалықты маңызды болмауы мүмкін. Бәлкім, бұл стикердің түрі шығар. Біз оны беруге алаңдамаймыз, бірақ бұл ысырап. Және ол шынымен де дұрыс емес көрінеді. Сонымен, біз аргның барлық 4 элементіне емес, тек арг фрагментіне қалай қол жеткізе аламыз. Бұл шын мәнінде Python және кейбір басқа тілдердегі техникалық термин. Тізімнің бір бөлігін алу, оның ішкі жиынын мүмкін басынан, мүмкін ортасынан, мүмкін соңынан алуды білдіреді. Бірақ кесінді тізім сияқты деректер құрылымының ішкі жиыны болып табылады. Мен мұны кодта қалай істей аламын? Python-да тізімнің бір бөлігін алу өте оңай. Ол оның ішкі жиыны болып табылады. Сіз мұны жай ғана жасай аласыз. Тізім атауының соңына сиз енгізіңіз. Argv бұл жағдайда төртбұрышты жақшаларды қолдануға болады. Содан кейін сол жақшалардың ішінде сақтағыңыз келетін тізімнің басы мен соңын көрсетуге болады. Мен нөлден емес, бір элементтен бастағым келеді. Мен бір элементтен бастап, соңына дейін барғым келеді. Сондықтан мен екінші цифрды мүлдем алып тастаймын. Бұл қажет емес. Бірақ маған бұл қос нүкте өте қажет. Өйткені мен тізімнің бір бөлігін осылай аламын. Бұл маған тізімнің нөлден емес, бір позициядан басталатын бөлігін береді. Ал қос нүкте, содан кейін бос орын маған қалғанының бәрін беретінін білдіреді. Осылайша, бұл тізімнің бірінші элементін алып тастап, файлдың атын емес, тек осы үш адам атын қамтитын жаңа тізімді алғаныма тең. Мұны қайталап көрейін. Мен Python-ды өз атыммен іске қосамын. Пай, Дэвид, Картер, Ромшин. Бұл жолы мен Enter пернесін басу арқылы үш және тек үш атау тегін аламын деп үміттенемін. Шынында да, мен дәл қазір дәл осылай жасадым. Тағы да, Python тіліндегі салыстырмалы түрде қарапайым синтаксисті пайдалана отырып, біз жақшаларды нөлге жақшасы немесе бір жақшасы сияқты белгілі бір элементтерге өту үшін ғана пайдалана алмаймыз. Біз сондай-ақ тізімнің ішкі жиындарын, тізім үзінділерін бірдеңе жақшасы және бірдеңе қос нүктесі арқылы ала аламыз. Мұнда осы кейбір нәрселердің әрқайсысы сан, басы немесе соңы болып табылады және олардың барлығын немесе тек кейбірін қалайтыныңызға байланысты, олар міндетті емес. Енді сізде циклмен осы үзінділерді жаңа синтаксиспен қосатын осы нұсқаға қатысты сұрақтарыңыз бар ма? Аргументтің соңынан аргумент векторынан бастай аламыз ба? Сен мұны істей аласың. Аргумент векторының соңынан кез келген нәрсені қиып алуға болады. Және бұл біраз түсініксіз болуы мүмкін. Жалғастырып, мұны істеуге рұқсат етіңіз. Қарап көрейік. Жалғастырып, соңында теріс нәтиже берейін. Мұнда теріс санды қолданып, сол команданы орындай отырып, біз Ромшинге бұл жерде тақтайшаны алуға тыйым салдық. Сондықтан, егер сіз теріс санды қолдансаңыз, бұл тізімнің соңынан кері санауды тудырады. Бұл жақсы сұрақ. Ал енді басқа сұрақтар, тілімдер туралы, жүйені айналдыру туралы. Аргв. Сәлеметсіз бе? Есімде, біз басында өзгермелі мәнде тек 2 ондық бөлшек болу керек екендігі туралы айтқан болатынбыз. Бұл бірдей тамырда, өйткені біз 0,2 F кодын қолданамыз ба?
Демек, бұл бірдей нәрсе ме? Неліктен сізде тек сандар болған кезде F әрпі мұнда емес, 0,2 F-ке қосылу керек. Бұл өте жақсы сұрақ. Және қысқа жауап, контекст маңызды. Сондықтан, біздің пернетақтада пернелер көп емес. Сондықтан, біз кейде әртүрлі нәрселерді көрсету үшін бірдей таңбаларды қолданамыз. Сіз меңзеп отырған нәрсе, санды қос нүкте, сан, F әрпі және B арқылы нақты пішімдеу үшін F жолындағы пішім коды. Және бұл Python тіліндегі F-string функциясына өте тән. Бұл жағдайдың синтаксиске ешқандай қатысы жоқ. Бұл жай ғана фрагментті іске асыру мәселесін шешу үшін басқа контекстте қос нүктені пайдалану. Python авторлары басқа таңбаны таңдауы мүмкін. Бірақ шынымды айтсам, пернетақтама қарасам, бізде теруге оңай опциялар көп емес екенін көремін. Сондықтан, кейде олардың мағыналары әртүрлі болады. Бұл да жақсы сұрақ. Маған қазір әрі қарай жүруді және бар пакеттер туралы жалпы сөйлесу үшін Python мен бірге келетін модульдерді, кітапханаларды пайдаланудан бас тартуды ұсынуға рұқсат етіңіз. Қазіргі уақытта Python-ның соншалықты танымал және қуатты болуының бір себебі бұл жерде пакеттер деп те аталатын көптеген үшінші тарап кітапханалар бар. Қатаң айтқанда, Python-ның өзінде бума деп аталатын термин бар. Ол модуль болып табылады. Қалта жай файл емес, тұтас қалта. Бірақ жалпы алғанда бума үшінші тарап кітапханасы болып табылады. Оны сіз өз Mac немесе компьютерімізге немесе бұлттық серверімізге орната аласыз және басқа адамдар біз үшін енгізген. Одан да көп мүмкіндіктерге қол жеткізе аласыз. Осы пакеттердің барлығын алуға болатын орындардың бірі Python веб-сайты. Python пакеттерінің индексі деп аталады. Ол осы мекенжайда орналасқан. Және бұл пәрмен жолы, сондай ақ интернет арқылы іздеуге болатын веб-сайт. Ол пакеттердің барлық түрлерін жүктеп алуға және орнатуға мүмкіндік береді. Тіпті CS50-де де осындай қызметтерде өздерінің жеке пакеттері бар. Көптеген жылдар бойы пәрмен жолы орталарында қолданылып келе жатқан және Gaussy деп аталатын пәрменге қайта оралу болып табылатын қызықты нұсқа бар. Gaussy бұл Python тіліндегі пакет, ол сиырды экраныңызда бірдеңе айтуға мәжбүрлеуге мүмкіндік береді. Егер сіз бұл туралы оқығыңыз келсе, оның жеке құжаттамасы бұл ұйым, атап айтқанда, осы мекенжайда. Бірақ пакетті жүйеңізге қалай жүктеп саласыз? Техникалық тұрғыдан алғанда, сіз файлды қалай жүктеп алуға болатынын және оны шығарып алып, оны Mac немесе компьютеріңізде дұрыс орынға қою керектігін анықтай аласыз. Бірақ қазіргі уақытта көптеген тілдерде, соның ішінде Python тілінде де жергілікті пакет менеджері деп аталатын нәрсе бар. Бұл pip деп аталатын. Солардың бірі ғана. Pip бұл қазіргі уақытта әдетте Python мен бірге келетін және жай ғана пәрменді орындау арқылы пакеттерді өзіңіздің Mac немесе компьютеріңізге немесе бұлттық ортаңызға орнатуға мүмкіндік беретін бағдарлама. Және Voil, сізде Python мен бірге келмейтін мүлдем жаңа кітапханаға кіру мүмкіндігі бар. Бірақ қазір ол сіздің жүйеңізде сіз үшін қолжетімді. Versus кодына қайта оралайық. Менің терминал тереземде мен pip install Gaussy пәрменін теремін. Сонда мұнда не болып жатыр? Pip бұл пәрмен пакет менеджері. Мен қай пакетті орнатқым келеді? Пакет Gaussy деп аталады. Мен осы жерден Enter пернесін басамын. Және біраз тергеннен кейін ол Gaussy'ді сәтті орнатты. Енді бұл нені білдіреді? Бұл енді мен оны өз кодыма импорттай алатынымды білдіреді. Әрі қарай жалғастырайық. Және бұл нені білдіретінін көрейік. Сондықтан маған C деп аталатын коды бар. Жаңа файл жасауға рұқсат етіңіз. Өйткені мен экранда бірдеңе айтқым келеді. Міне, менің жаңа ойындымда мен қазірдің өзінде орнатылған болуы мүмкін Gaussy импорттайтын боламын. Енді мен де импорттайтын боламын. Өйткені мен оны жылдам іске қосу үшін осы бағдарламада кейбір пәрмен жолы аргументтерін пайдаланғым келеді. Және енгізу функциясын пайдаланбай-ақ, пәрмен жолынан пайдаланушы атын бірден ала аламын. Жалғастырып, мұны істеуге рұқсат етіңіз. Бұл жолы мен қателерді алдын ала тексеруден өткіземін. Және кіші немесе үлкен мәнін пайдаланудың орнына, бұл жолы мен ұзындығы сиске сәйкес келетінін айтамын. Арг шынымен 2-ге тең. Сондықтан пайдаланушыға тек бағдарлама атауы мен өз аты берілсе, сіз баруға дайынсыз. Мен келесі әрекеттерді орындаймын. Мен Gaussy пакетіндегі Gau функциясын шақырамын. Мен сәлем, өтір жолын өткіземін. Содан кейін, бұрынғыдай, мен тек бір жолды ғана өткіземін. Өйткені құжаттамаға сәйкес, бұл басып шығару сияқты емес. Мен оны өтірден кейін өткізе алмаймын. Мен тек бір жолды ғана өткізе аламын. Сондықтан, мен оны Sys мазмұнымен біріктіремін. Arg бір жақша. Егер мен осы бағдарламаның атауынан кейін өз атымды David деп терсем, ол Sysте аяқталуы керек. Бір аргумент бұл жағдайда кодтың 5-ші жолында сәлем және менің атым арасында бос орын болуы керек. Және шамасы сиыр осылай дейді. Сондықтан мұнда не болатынын көрейік. Экранды тазалап,
терминал терезесінің өлшемін үлкейтуге рұқсат етіңіз. Python'ды іске қосуға рұқсат етіңіз. Менің атымды Дэвид деп теріп, Enter пернесін басыңыз. Кауси деп аталатын бағдарлама бар. Ол сөзбе сөз сиырды экранда бірдеңе айтуға мәжбүр етеді. Және бұл әдетте көптеген жүйелермен бірге келетін кешегі бағдарламаға қайта оралу. Бұл басқа жолмен эски графикасы деп аталады. Бұл пернетақтадағы пернелерді пайдаланып, экрандағы кескіндерді басып шығарудың мәтіндік әдісі. Енді біз қоянның шұңқырына түсе аламыз. Бірақ оның академиялық құндылығы күмәнді. Сондықтан мен мұны тек бір рет жасаймын. Кауси пакеті басқа мүмкіндіктерді де қамтитыны белгілі болды. Осындай мүмкіндіктердің бірі, мысалы, T-Rex. Егер мен қазір терминал тереземнің өлшемін үлкейтсем, оның қайда апаратынын көруіміз мүмкін. Python'ды тағы бір рет іске қосып көрейін. Бұл жолы рұқсат етіңіз. Мен өз атымды бермеймін, тек оның бұзылғанын білу үшін. Бәрібір жақсы, өйткені бізде егер шарты бар. Егер сис ұзындығы болса, аргов мәні 2-ге тең. Ал егер ол 2-ге тең болса ғана, біз кез келген нәрсені жасай аламыз. Сондықтан біз мұнда ештеңе көрмейміз. Дәл қазір жалғастырып, ынтымақтасуға рұқсат етіңіз. Peace, Дэвид. Бұл енді сиыр емес. Бірақ егер мен экранымды кішірейтсем, бұл T-Rex болады. Неге? Егер сіз бағдарламалауды білсеңіз, мұны істей аласыз. Сіз тіпті оны орап, оны басқаларға ашық бастапқы бағдарламалық құрал ретінде қолжетімді ете аласыз. Біз үшін бұл үшінші тарап пакеттерін орнату мүмкіндігінің және оны Python'да қалай жасауға болатынының айқын көрінісі. Енді мен мұны экранда қысқаша қалдырамын және сиырлар, тиранозавр рексі немесе жалпы пакеттер туралы сұрақтарыңыз бар жоғын көремін. Мен олардың біреуімен ғана сөйлесуге жеткілікті біліктімін. Сәлеметсіз бе? Менің екі сұрағым бар. Бірақ бұл күткеннен сәл ертерек. Бірінші сұрақ, бағдарламада пайдалану үшін қоңырау шалып жатқан пакеттер. Олар басқа нәрсеге сәйкес келе ме, жоқ па? Java сыныпты, Java файлын, оның функцияларын пайдалану үшін шақырумен бірдей ме? Және менің екінші сұрағым, сіз пайдаланған пәрмен жолы аргументтерін пайдаланудың нақты мақсаты неде? Өйткені бұл шын мәнінде пайдаланушы болудың ең жақсы жолы емес. Мейірімді, қашан бағдарламаны пайдаланатын адам не қалайтынын білмейді. Бағдарлама олардан бұл туралы не сұрайды? Шынымен жақсы сұрақ. Java мен салыстыру туралы бірінші сұрақ. Python пакеттері сізде бірдеңе бар, Java пакеттері сияқты. Бірдеңе бар. Сіздің бағдарламаңыздың жоғарғы жағында сыныпқа немесе басқа нәрсеге қол жеткізуге мүмкіндік беретін нәрсе бар. Python өзі сыныптарды қолдайды. Бұл туралы толығырақ кейінірек. Python'да Java-дағыдай өте ұқсас әрекеттерді орындауға болады. Бірақ бұл жерде Java пакеттерінің аналогы Python пакеттері болып табылады. Пәрмен жолының аргументтеріне келетін болсақ, сіз жақсы сұрақ қойдыңыз. Біз оларды не үшін қолданамыз? Әсіресе олар сөзбе-сөз қолданушыға ыңғайлы болса, шынымды айтсам, олар бұл масштабтауды пайдаланбайтын адамдар үшін біршама ыңғайлы емес. Сіз және мен бағдарламалау және пәрмен жолы аргументтері туралы көбірек білген сайын, біз өзімізді ыңғайлырақ сезінеміз және осы пәрмен жолдары арқылы пәрмендерді теңшеу мүмкіндігін қалаймыз деп болжауға батылым бар. Аргументтерді бір қатарға қойыңыз. Неге? Бұл өнімділік. Әдетте жұмысты тездетеді. Өйткені сіз сұрақтарға қолмен жауап бермей, ақ бағдарламалық құралды қалай орнатуға болатынын нақты білуді әдетке айналдырасыз. Міне, сізге жақсы мысал. Осы уақыт ішінде біз Python'да бірдеңе жасадық. Біз мұны істемейтінімізді елестете алмайсың. Сіз тек Python тілінде теріп, Enter пернесін басқаныңызды елестете аласыз. Содан кейін сізден іске қосқыңыз келетін файлдың атын енгізу сұралады. Сондықтан бірдеңе теріңіз. Және бағдарлама іске қосылады. Бұл ерекше ештеңе емес. Бірақ мен айтар едім, уақыт өте келе сіз бұл тиімден біраз шаршайсыз. Және сіз жай ғана пәрменді қайта-қайта автоматтандыруды қалайсыз. Әсіресе пернетақта тарихында жоғары және төмен басу мүмкіндігі сияқты шағын ыңғайлылықтармен. Сол пәрменді қайта іске қосу үшін автоматтандыру да өте маңызды. Егер сіз осындай курсты бітіріп, Python'ды жұмыстағы, жеке жобалардағы және сол сияқтылардағы процестерді автоматтандыру үшін пайдалана бастасаңыз, барлық енгізулеріңізді бір жолға қою мүмкіндігі жай ғана жұмысты аяқтай алатыныңызды білдіреді. Тезірек барайық. Сондықтан қолдарыңызды төмен түсіріңіз. Бұл сөзсіз. Пәрмен жолы аргументтерін пайдалану, бұл Windows, Mac OS және түймелері, графикалық интерфейстері және мәзірлері бар басқа операциялық жүйелерге байланысты көпшілігімізге онша таныс емес жүйелердің күрделірек мүмкіндігі. Бірақ бағдарламалауға неғұрлым ыңғайлы болсаңыз, соғұрлым бұл мүмкіндіктерге басымдық бересіз. Өйткені олар жұмысты тезірек орындауға мүмкіндік береді. Осыған байланысты, сізге әсіресе танымал және оңай басқа пакетке жүгінуіңізді ұсынуға рұқсат етіңіз. Осының барлығын API пайдаланудың соңына қарай орнату үшін. API интерфейстері Pythonға тән нәрсе емес. Жалпы алғанда,
API интерфейстері қолданбалы бағдарламалау интерфейсі болып табылады. Және ол Python файлдары мен функцияларына сілтеме жасай алады. Бірақ көбінесе API интерфейстері сіз бен біз өзара әрекеттесу үшін код жаза алатын үшінші тарап қызметтеріне сілтеме жасайды. Қазіргі уақытта көптеген API интерфейстері бар. Бірақ олардың барлығы бірдей онлайн режимінде қолжетімді емес. Сондықтан браузеріңіз болса, немесе Python тілінде бағдарламалау тәжірибеңіз болса, кез келген тілде кодты жаза аласыз. Ол A әрпіне ұқсайды. Браузер сервердегі үшінші тараптың API интерфейсіне қосылып, кейбір деректерді жүктейді. Содан кейін оларды өз бағдарламасына қосуға болады. Енді айтыңызшы, мұны қалай істеп жатырсыз? Pythonда pip көмегімен орнатуға болатын және сұраулар деп аталатын өте танымал бума бар. Сұраулар кітапханасы Python кодын пайдаланып веб сұрауларды, интернет сұрауларын өзіңіз браузер сияқты жасауға мүмкіндік береді. Осылайша HTTP немесе HTTP деп басталатын URL мекен-жайларын іздеуді автоматтандыруға болады. Бұл кітапхананың құжаттамасында осындай URL мекен-жайы бар. Бірақ оны пәрмен жолынан да орнатуға болады. Бұл үшінші тарап бумасы болса да, бұл Python тіліндегі ең танымал және жиі қолданылатын бумалардың бірі. Бұл да Python-ның соншалықты танымал болуының бір себебі. Біз өз жобаларымызды жазған кезде кездесетін немесе міндетті түрде кездесетін мәселелердің көптеген шешімдері бар. Бұл жерде шынымен де динамикалық экожүйе, шынымен де динамикалық ашық бастапқы бағдарламалық қамтамасыз ету қауымдастығы бар. Оны орнату бізге өте оңай. Маған қазір терминал терезесіне қайта оралуға рұқсат етіңіз және осы пакетті өз жүйеме орнату үшін pip орнату сұрауларын орындауға рұқсат етіңіз. Және бірнеше шығыс жолдарынан кейін мен оның сәтті орнатылғанын көремін. Енді әрі қарай жалғастырып, осы жерде жаңа файл жасайық. Мысалы, iTunes, Apple компаниясының iTunes қызметі үшін өзінің API интерфейсі бар екені белгілі болды. Бұл музыканы, әндерді және басқа ақпаратты жүктеп алуға және іздеуге мүмкіндік беретін бағдарламалық құрал. Және белгілі болғандай, компьютеріме қайта оралып, Chrome сияқты браузерді ашуға рұқсат етіңіз. Және маған мына URL мекен-жайына өтуге рұқсат етіңіз. HTTP, iTunes, бұл Apple, com іздеу, Entity Sang Limit бірге Theorem Wizard. Іздеу керек пе? Entity Sang Limit бірге Theorem Wizard. Мен бұл URL мекен-жайын Apple API құжаттамасын оқу арқылы қолмен жасадым. iTunes үшін қолданбалы бағдарламалау интерфейсі. Және олар маған әндер туралы ақпаратты олардың дерекқорынан іздегім келсе, Entity equals song деп айтуым керек екенін айтты. Альбомдар, орындаушылар немесе басқа нәрсе емес, әндер. Егер мен жай ғана бір ән туралы ақпарат алғым келсе, мен бірге тең шектеу қоямын. Ал егер мен тапқым келетін топ және орындаушы визер болса, мен визерге тең терминді көрсетуім керек. Егер мен Enter пернесін басып, осы URL мекен-жайына өтсем, мен компьютерімдегі жүктеулер қалтасында мәтіндік файл пайда болады. Егер мен жалғастырып, браузерім жаңа ғана жүктеп алған мәтіндік файлды ашсам, біз осы мәтіннің барлығын осы жерден көреміз. Бұл бір қарағанда біршама жұмбақ болып көрінуі мүмкін. Бірақ іс жүзінде бәрі белгілі бір үлгіде болып жатыр. Басында осы бұйра жақшаға, соңында жабық бұйра жақшаға назар аударыңыз. Мына жерде мына ашық төртбұрышты жақшаға және мына жерде мына жабық төртбұрышты жақшаға назар аударыңыз. Ал синтаксистің осы бөліктерінің арасында жолдар мен мәндердің тұтас шоғыры бар. Бұл кілт мән жұптарының тұтас шоғыры. Бұл жерде біз қарастыратын нәрсе JavaScript нысанының Jan белгісі ретінде белгілі стандартты мәтін пішімі. Ол техникалық тұрғыдан басқа бағдарламалауға қатысты JavaScript деп аталатын тіл. Бірақ Jan өзі қазіргі уақытта компьютерлер арасында деректер алмасу үшін тілге тәуелсіз пішім ретінде жиі пайдаланылады. Тілге тәуелсіз демекші, JavaScript пайдаланудың қажеті жоқ. Jan файлын оқу немесе жазу үшін Python немесе кез келген басқа тілді пайдалануға болады. Және бұл толығымен мәтінге негізделген пішім, яғни браузерімде осы URL мекен-жайына кірсем, жай ғана мәтін жүктеледі. Бірақ бұл мәтін тырнақшалар мен кейбір қос нүктелерді пайдаланып, бұйра жақшалар мен төртбұрышты жақшалар арқылы стандартты түрде пішімделген. Нәтижесінде барлық қажетті деректер бар. Apple дерекқорындағы Wizard әні туралы ақпарат кем дегенде бірінші болып табылады. Өйткені мен оны шектедім. Олардың деректер базасында олардың біреуі ғана бар. Бұл API қолданбалы бағдарламалау интерфейсі. Бұл басқа біреудің серверіндегі деректерге қол жеткізуге және оны қандай да бір жолмен өз бағдарламама біріктіруге болатын механизм. Енді, әрине, менің Chrome браузерім мен жазған нәрсе емес. Мен Pythonда қандай да бір кодты жазуым керек еді. Ол дәл сол деректерді алу үшін браузер болып көрінуі мүмкін. Сондықтан мұны істейік. Маған Versus кодына қайта оралуға рұқсат етіңіз. Және маған iTunes коды бар бағдарлама жазуға рұқсат етіңіз. Және біз iTunes API және өз кезегінде Python-ды маған қажет болуы мүмкін кез келген топ туралы ақпарат алу үшін пайдалана алатын кодты жазамыз. Мен осы жерге кіріп, алдымен осы HTTP сұрауларын орындау үшін бұрын орнатқан сұраулар кітапханасын импорттаймын. Мен әрі қарай жүріп, SYS кітапханасын импорттаймын.
Оның көмегімен мен пайдаланғым келетін ауқымның спецификациясы сияқты пәрмен жолы аргументтерін пайдалану мүмкіндігіне ие боламын. Егер уитер болмаса, іздеңіз. Содан кейін, дәл осы жерде мен әрі қарай жалғастырып, ұзындығы сиіске сәйкес келетінін анықтау үшін қателерді тексеруді енгіземін. Argv тең емес. Сондықтан пайдаланушы маған іске қосқысы келетін файлдың атын, топтың атын және міне, осымен бітті. Сіз не білесіз? Дәл қазір әрі қарай жүріп, сыртқа шығайық. Мен одан да түсінікті хабарлама бере алар едім. Бірақ қазір мен оны жеңілдетіп, бағдарламадан ертерек шығып кетемін. Осылайша кейінірек бұл жүйеге сене аламын. Argv'те маған қажет нәрсе бар. Енді менде request кітапханасын Python тілінде кейбір кодтарды жазу үшін пайдалану мүмкіндігім бар. Ол шын мәнінде веб шолғыш болып көрінеді. Apple компаниясының жеке серверінде бірде URL мекен-жайына қосылу үшін браузер. Енді мен пайдаланушының файл атауын ғана емес, сонымен қатар топ атауында енгізгеніне көз жеткізгенімде, пәрмен жолында сиіз үшін 2-ге тең мән пайда болды. Argv әрі қарай жалғастырайық және stacked сұрауын орындайық. Ол сұрау бумасының ішіндегі функция болып табылады. Ол серверден сөзбе-сөз жауап алады. Мен алғым келетін URL мекен-жайы бұрынғыдай. Бұл iTunes, бұл Apple, com іздеу. Entity song limit 1-ге theorem previous wizard. Бірақ бұл бағдарламаны біршама интерактивті етіп жасайық және адамға пәрмен жолында қандай әртістерді тапқысы келетінін көрсетуге мүмкіндік берейік. Сондықтан, мен дәйек сөзімді ертерек жауып, бұрынғыдай біріктіру мәлімдемесін пайдаланып, жай ғана қосамын. Сиз, Argv жақшасы бірінші, ал енді серверден жауапты айнымалы мәнде сақтағаным дұрыс болар еді. Сондықтан, мен алға шығып, жауап тең деп айтамын және серверден келетін барлық жауаптарды респонс деп аталатын айнымалыға сақтаймын. Енді мен сервердің маған не қайтаратынын түсінгім келеді. Осылайша мен қалай әрекет ету керектігін білетініме сенімді бола аламын. Сондықтан әзірге бәрі әдемі болып көрінбейді. Бірақ мен барып, жауапты басып шығарамын. Бұл Джан. Ол маған қайтарылған деректердің менің экранымда дәл солай пішімделуін қамтамасыз етеді. Джан, менің экранымда көрген мәтіндік пішімде. Бұл әзірге пайдасыз бағдарлама. Мен іс жүзінде барған сайын үйреніп жатырмын. Бірақ қазір алға басып, терминал терезесінің өлшемін үлкейтуге және iTunes те Python'ды іске қосуға рұқсат етіңіз. Wizard сияқты топтың атын теріп, Enter пернесін басыңыз. Ал экранда көріп отырғанымыз бұрынғыдай пішімделгені дәл сол мәтін. Бірақ мұнда оның қазір Python тілінің сөздігі ретінде стандартталғанын көруге болады. Apple шынымен қайтаратыны техникалық тұрғыдан Джан жауабы JavaScript нысанының белгісі. Бірақ Python сұрау кітапханасы оны Python сөздігіне түрлендіреді. Ол таңғаларлық кездейсоқтықпен бірдей синтаксисті пайдаланады. Мұнда сөздікті көрсету үшін бұйра жақшалар пайдаланылады. Ал мұнда оның соңын білдіретін жабылатын бұйра жақша қолданылады. Кез келген тізімдер үшін ол осы жерде төртбұрышты жақшаларды және төменгі жағында жабық төртбұрышты жақшаларды пайдаланады. Бұл сөздікте кілттерді көрсету үшін тырнақшалар пайдаланылады. Бұл жағдайда жалғыз тырнақшалар немесе баламалы түрде қос тырнақшалар. Ал қос нүктеден кейін ол осы кілттің мәнін сақтайды. Осылайша, бізде шын мәнінде мәні бірге болатын нәтижелерді санау кілті бар екенін көресіз, бірақ нәтижелер деп аталатын қызықтырақ нәтиже кілті де бар. Оның мәні деректердің бүкіл тізімі болып табылады. Шынымды айтсам, бұл өте көлемді мәтін, сондықтан мен көргенімді өңдеу үшін мәңгілікке қажет болады. Сондықтан менің деректерімді сәл ұқыпты пішімдеуге мүмкіндік беретін басқа Python кітапханасын уақытша пайдалануды ұсынуға рұқсат етіңіз. Python-да Джан пішіміндегі деректерді өңдеуге және тіпті жай ғана басып шығаруға мүмкіндік беретін Джан деп аталатын арнайы кітапхана бар екені белгілі болды. Сондықтан сіз бен біз бір-бірімізді түсінуді әлдеқайда жеңілдетеміз. Сондықтан менің кодыма қайта оралуға рұқсат етіңіз. Терминал терезесін кішірейтуге рұқсат етіңіз. Және бұл мәселені қайтадан уақытша шешуді ұсынуға рұқсат етіңіз. Python-мен бірге келетін осы қосымша кітапхананы Джанды импорттауға рұқсат етіңіз. Сондықтан оны пип арқылы қолмен орнатудың қажеті жоқ. Және жауапты басып шығарудың орнына бірден бастауға рұқсат етіңіз. Бұл Джан болды. Ол оқуға қиын мәтіннің үлкен бөлігі болды. Жалғастырып, Джан деп аталатын басқа мүмкіндікті пайдаланайын. Мен қоқыс жолына қоқыстар жасаймын. Және бұл жауапты осы функцияға беремін. Қайтару мәні Джан пішімінде. Мен тағы бір рет қайталаймын. Мен өмірде мақсаты бар, тағы бір мүмкіндікті ұсынамын. Әдемі басып шығару. Экранда дәл сол ақпаратты әдемі пішімдеу. Мен мұны құжаттамадан білемін. Өйткені мен мұны бұрын жасағанмын. Бірақ мен шегіністердің ұқыпты болғанын қалаймын. Және құжаттамаға сәйкес. Егер мен аталған шегініс параметрін 2-ге ауыстырсам, онда шегініс кемінде 2 бос орын болады. Мен 4 немесе басқа нәрсені істей алар едім. Бірақ бұл маған қандай деректерді қайтарып алатынымды анықтауға көмектесу үшін жеткілікті болады. Өйткені мен тағы да сенімен бірге оқып жатырмын. Сондықтан терминалымның терезесін қайта
қайтадан үлкейтуге рұқсат етіңіз. Python-ды iTunes-те іске қосуға рұқсат етіңіз. Тағы да Wizard-ды тауып, Enter пернесін басайық. Енді назар аударыңыз. Бұл әлі де жұмбақ, өйткені мұнда көп нәрсе болып жатыр. Бірақ Құдай, мен мұны қазір оңайырақ оқи аламын. Назар аударыңыз. Мен әлі күнге дейін, бұл Python сөздігі дегенді білдіретін бірінші жақшаны көріп тұрмын. Бұл кілттер мен мәндердің жиынтығы. Бірінші кілт нәтижелер саны деп аталады. Енді ол қос тырнақшаға алынады. Бірақ бұл жай ғана пішімдеу мәселесі. Егер біз дәйекті болсақ, ол қос немесе жалғыз болуы мүмкін. Бұл кілттің мәні бір. Неге? Мен URL мекен-жайына жауаптарды тек бір Wizard әнімен шектеу керектігін айттым. Осылайша мен бір әннен тұратын нәтиже жинағын алдым. Егер мен бұл шектеуді арттырсам, көбірек жауаптар алуым мүмкін. Онда бұл жауаптың ең қызықтысы деректердің өзі. Бұл жерде нәтижелер бөлімінде өте маңызды мағына бар екенін ескеріңіз. Бұл мән осы шаршы жақшадан көрініп тұрғандай Python тізімі болып табылады. Бұл тізімде не бар? Мен бұрын қарап шыққанымнан бұл жерде бір сөздік бар екенін білемін. Сондықтан біз мұнда тағы бір бұйра жақшаны көреміз. Сондықтан тағы да қайталаймын. Егер бұл жағдайды біршама қиындатса, сөздік жай ғана кілт, мән жұптарының жиынтығы екенін есте сақтаңыз. Ал Python бұл үшін бұйра жақшаларды пайдаланады. Егер қандай да бір кілттің мағынасы өз алдына басқа сөздік болса, сөздіктің басқа сөздіктің ішінде болуы әбден орынды. Сондықтан бұл жалпы қабылданған парадигма, және бұл аздап жұмбақ болып көрінгенімен, бұл бізге көбірек кілттерді көбірек мағынамен байланыстыруға мүмкіндік беретін нәрсе. Бұл ақпараттың көпшілігі маған маңызды емес шығар. Мысалы, Apple компаниясының мәліметі бойынша, Wizard бірегей идентификаторы 115234 болып көрінеді. Егер мен өз дерекқорымды жасап жатсам, және оны іздеуге болатынын қаласам, бұл пайдалы болуы мүмкін. Бірақ бүгінгі мақсаттар үшін мені тек трек атауы ғана қызықтырады. Әйтпесе кілт ретінде трек атауы деп аталады. Ал бірінші және жалғыз ән, өйткені біз iTunes-тен қайтарған әнмен шектелдік. Бұл Wizard әні, оны сіз білетін шығарсыз, Say It N деп аталады. Олай емес. Енді менде iTunes деп аталатын бағдарламаны енгізу менің мақсатым ма, жоқ па деген түсінік бар. Ол серверден жауапты қалпына келтіріп қана қоймайды. Бұл өте жұмбақ, бірақ ол iTunes-те Wizard деп аталатын топқа арналған барлық әндерді басып шығарады. Мүмкін мен мұны бір күні қайталай аламын. Сондықтан маған қайта оралуға рұқсат етіңіз. Міне, негізгі сынақ жолының атауы. Бұл сөздіктің ішінде және мұндағы нәтижелердің мағынасы. Мен мұны қалай аламын? Мен мұны істеуге тырысайын. Жалғастырып, терминал терезесін минимумға дейін кішірейтуге рұқсат етіңіз. Енді маған соңғы ұсынысты жасауға рұқсат етіңіз. Біз бұл жауаптың мазмұнын басып шығаруға жалқау емеспіз. Өйткені бұл ешкімге қызық емес немесе ұнамайды. Мұны істейік. Әрі қарай жалғастырып, талқылау үшін, обжект үшін деп аталатын жаңа айнымалы құруға рұқсат етіңіз. Мен жалғастырып, жауапқа тең шақырамын. Джан тек осы Джан жауабын деп аталатын айнымалыда сақтау үшін қажет. Бірақ мен оны кез келген нәрсе деп атай аламын. Енді мен мұны істеймін. Нәтижелер деп аталатын осы нысанның кілтіндегі әрбір нәтиже үшін сол нәтиженің трек атауын басып шығарыңыз. Және мен дәл сол бас әріптерді қолданғанымды ескеріңіз. Тректің атауы бас әріппен N әрпімен жазылады. Нәтижесінде барлық сөздер кіші әріппен жазылады. Және бағдарламаның өзін іске қоспас бұрын маған қайта оралуға рұқсат етіңіз. 8-ші жолда біз серверге HTTP сұрауын Python арқылы жібереміз. Дәл сіз және мен адамдар браузерге URL мекен-жайларын енгізіп, Enter пернесін басқанымыз сияқты. Бұл оның Python тіліндегі баламасы. Мен қазір 10 қатардамын және сервердің жауабын қамтитын айнымалыдан мені қызықтыратын Джан нысанын шығарып жатырмын. Міне, осы бұйра жақшалардың арасында ең жоғарғы және ең төменгі жағында не бар? Бірақ біз бұл жерді қазып алғандықтан және құжаттаманы бұрын оқығандықтан мен бұл нысанның нәтижелер деп аталатын кілті бар екенін білемін. Және бұл нәтижелер кілті қайтадан тізім болып табылады. Қазір бұл тізімде бір ғана ән бар. Олай емес деп айтыңыз, өйткені мен өз мүмкіндіктерімді шектедім. Бірінші сұраққа жауап. Бірақ сонда да менің циклым жұмыс істейді. Бұл жай ғана бір рет қайталанады. Және осы циклден өткен сайын ол ағымдағы нәтиженің трек атауын басып шығарады. Егер мен мұны одан да қызықты еткім келсе, бұл шектеуді 1-ден 50-ге дейін өзгертуге рұқсат етіңіз. Осылайша мен кем дегенде 50 трек атауын қайтара аламын. Қазір терминалымның өлшемін тағы бір рет үлкейтіп, iTunes-те Python-ды іске қосуға рұқсат етіңіз. Мен тағы да Wizard-ге ұқсайтын топты іздеп жүрмін. Міне, біз бастаймыз. Және Voil, iTunes-те Wizard-ге арналған 50 ән бар. Егер біз бетті ең жоғарғы жағына қарай жылжытсақ, олардың ең алғашқысы шынымен олай емес екенін көрсетеді. Бірақ қазір біз Buddy Holly'дің Sweater әнін анықтадық. Шамасы, бұл басқа альбомдағы олай емес деп айт әнінің тағы бір қойылымы. Buddy Holly'дің тағы бір әні андан менің атым Джонас Женет. Енді Python-ды нақты үшінші тарап
API интерфейсімен біріктіретін осы бағдарлама туралы сұрақтар бар ма? Иә, сәлем. Жүйенің орнына брейк қолданбасын пайдалана аламыз ба? Шық. Бұл жақсы сұрақ, бірақ жоқ. Брейк еген біз бұрын көрген циклдар сияқты жағдайлардан шығу үшін пайдаланылады. Бұл жүйе exit бағдарламаның өзінен шығу үшін пайдаланылады. Әзірге брейк функциясын циклдар мен жүйелер үшін пайдаланыңыз. Бүкіл бағдарламаны аяқтау үшін шығыңыз. Бұл жақсы сұрақ. Қазір бұл бағдарламаға қатысты басқа сұрақтарыңыз бар ма? Негізгі нәтижелердің атауын қайдан аламыз? Кілттің атын қайдан аламыз? Нәтиже өздігінен шығады. Иә, нәтижелерді атауды өзгерте аламыз ба? Сен мұны істей алмайсың. Сондықтан біз мұны бағдарламамызда жасай аламыз. Түсінікті болу үшін осы жан жауабында қайтарылатын кілттер iTunes-тен алынған. Бұл Apple.com. Кейбір инженерлік топ біз үшін бұл кілттердің барлығы қалай аталатынын, соның ішінде трек атауын, нәтижелер санын және барлығын шешті. Сіз және мен бірдей мәндерді айнымалыларда сақтай аламыз. Дәл осы жерде мен омен жасағандай, дәл осы жерде нәтижемен жасағандай. Python айнымалыларын пайдаланып, бұл кілттердің атын қалағаныңызша өзгертуге болады. Бірақ жан пішіміндегі жауап осы үшінші тарап серверінен келеді. Менің басқа да сұрақтарым бар. Иә, сер. Сондықтан менде Cauchy пакетіне қатысты сұрағым бар. Сондықтан иә сияқты. Сер, ол қандай eski графикасын көрсете алады? Бұл Cauchy пакеті. Мен сізге слайдтардағы URL мекен-жайын ертерек қарап шығуды ұсынар едім. Себебі ол егжей-тегжейлі. Оларда сиырлар ғана емес. Сонымен қатар тиранозавр рексі және басқа да бірнеше жануарлар бар. Бұл сіз нақты әлемде жиі қолданатын жиынтық емес екенін атап өтуің керек. Бұл шын мәнінде сіз орнатуға болатын бума түрлерін көрсетуге арналған. Бірақ тағы не бар екенін білу үшін құжаттамаға жүгінуге рұқсат етіңіз. Бірақ GIF, JPEG және PNG туралы айтпағанда, эмоджилерге дейін бізде eski суреттері ғана болды. Бірақ бұл Cauchy'де мәңгілікке қалдырылған нәрсе. Енді Python-ның соңғы мүмкіндігіне қайта оралуға рұқсат етіңіз. Яғни сізде өз кітапханаларыңызды жасау мүмкіндігі бар. Осы уақытқа дейін біз барлық функцияларымызды бір файлға жаздық. HelloPy және содан бері қалғанының бәрі. Енді біз Python, Random және Statistics модульдерін енгізгеннен кейін Python мен бірге келетіндерді импорттай аламыз. Бірақ бұл басқа біреудің коды. Енді біз жүйеге үшінші тарап пакеттерін орнату және басқа адамдарды пайдалану үшін осы пакет менеджері pip'ті қолдандық. Бұл әлі де код. Бірақ толық шеңберге келу үшін, егер сіз өзіңіз бірдей функцияларды қайта-қайта орындап жатқаныңызды байқасаңыз, немесе ескі бағдарламаларды ашсаңыз, жаңа бағдарламаларға жазған кодты көшіріп қойыңыз. Себебі сізде бар. Тағы да сол мәселе. Қандай да бір жолмен қайта пайдалануды жалғастырып жатқан кодты біріктіріп, Python тілінде өз модуліңізді немесе бумаңызды жасау жақсы тәжірибе болар еді. Оны Mac компьютерде немесе бұлттық серверде жергілікті түрде сақтауға болады. Немесе сіз оны тегін және ашық бастапқы кодқа айналдыра аласыз және оны басқа пайдаланушыларда пайдалана алатындай етіп, Py сияқты нәрсеге орналастыра аласыз ба? Жарайды. Мен жалғастырып, айтылымдар жинағын іске қосамын. Айтылымдар деп аталатын мүлдем жаңа файл жасап көріңіз. Бұл файл менің жеке айтылымдар модулі болады. Мен ондағы бірнеше қарапайым функцияларды анықтаймын. Мен атау параметрін кіріс ретінде қабылдайтын hello функциясын анықтаймын. Және бұл функция жай ғана hello үтір. Содан кейін бұйра жақшаның ішінде бұл адамның шын мәнінде аты жөні бар F жолын басып шығарады. Содан кейін мен әрі қарай жалғастырамын және басқа функцияны анықтаймын. Оның құрамында def goodbye бар. Goodbye функциясы да атауды кіріс ретінде қабылдайды. Содан кейін ол контраст және F жолын басып шығарады. Онда қош бол үтір. Содан кейін жақшаның ішінде аты деп жазылған. Ал енді бұл функциялардың күткендей жұмыс істейтініне сенімді болу үшін мен әрі қарай жалғастырып, негізгі функцияны анықтаймын. Мұнда да тек тексеру үшін мен әрі қарай жүріп, 1-2 сынақтан тұратын негізгі функцияны анықтаймын. Мысалы, ол hello off сөзін тырнақшасыз, әлем деп атайды ма? Содан кейін ол қош бол деп те атайды. Тырнақшасыз, әлем. Мен бұл бағдарламаны іске қосқан кезде экранда көретінім сәлем әлемі және қош бол әлемі болады деп үміттенемін. Әрине, әдеттегідей, мен Python-ға бұл мүмкіндікті шақыру үшін нақты нұсқау беруім керек. Сондықтан мен осы файлдың ең төменгі жағындағы mainге қоңырау шаламын. Жарайды, мұны істеуге тырысайық. Бұл мақал мәтелдердің питоны. Теріңіз. Мен шынымен де сәлем, әлем және қош бол. Әлем дегенді көремін. Сондықтан менің ойымша, бұл мүмкіндіктер қарапайым болғанымен, қазіргі уақытта өте дұрыс деп болжауға болады. Бірақ енді мен бұл функцияларды өзімнің жеке кітапханамды, өзімнің Python модулімді жасағандай пайдаланғым келеді делік. Бұл hello функциясын маған немесе оны пайдаланғысы келетін кез келген адамға, сондай ақ қоштасу функциясын қолжетімді етеді. Жалғастырып, тағы бір рет ашуға рұқсат етіңіз. Бірақ нөлден баста. Сиырды бірдеңе
мені айтуға мәжбүрлеудің орнына, мен жалғастырып, өз кітапханамда сөйлеуге рұқсат етіңіз. Сондықтан мен әрі қарай жүремін және бұрынғыдай сис импорттаймын. Осылайша мен пәрмен жолы аргументтеріне қол жеткізе аламын. Мен Science деп аталатын жеке модульден Hello импорттаймын. Мен Science деп аталатын файл жасадым. Пай, мен Science арқылы айта аламын. Ал Python менің Science дегенді білдіретінімді көрсетеді. Пай, кем дегенде осы ағымдағы каталогта. Бірақ әзірге мен функциялардың біреуін ғана импорттамаймын. Атап айтқанда, Hello. Енді мен осындай нәрсені жасай аламын. Егер пайдаланушы келсе, маған екі пәрмен жолы аргументін береді. Мен оны тек сис ұзындығын тексеру арқылы тексере аламын. Argv. Содан кейін мен әрі қарай жалғастырамын. Және осы жаңа Hello функциясын кіріс ретінде сис жіберу арқылы шақырамын. Argv бракет біріншіден, ол пәрмен жолында тереді деп күткен пайдаланушы аты болуы керек деп үміттенемін. Бастайық. Мен терминал терезесіне кіріп, Python'ды іске қосамын. Пай, және менің өз атым. Өйткені мен өз атымның пәрмен жолы аргументтерінде аяқталуын қалаймын. Сондықтан сәлемдесудің бір бөлігі болғанын қалаймын. Сондықтан Enter пернесін бір сәтте басқанда мен көремін деп үміттенемін. Сәлем, өтір Дэвид. Міне, біз келдік. Кіріңіз. Иә, мен көріп тұрмын. Сәлем, әлем, қош бол, әлем. Содан кейін мен көріп тұрмын. Сәлем, Дэвид. Ендеше, бұл неге болып жатыр? Мен бәрін бұрынғы тәжірибемізге сәйкес жасасам да. Бұл тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына қоңырау шалудың дұрыс жолы емес екені белгілі болды. Егер мен файлымның төменгі жағындағы тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына соқыр түрде қоңырау шалсам, бұл файл Python арқылы жүктелген сайын бастыққа қазір қоңырау шалатынын білдіреді. Өкінішке орай, мен бұл файлды немесе жай ғана функцияны осы файлдан импорттасам да, бұл дұрыс. Өйткені мен өз файлымда осындамын. Айт, пай, бағдарламасы. Бұл дегеніміз, мұндағы үшінші жолда мен мақал мәтелдерден сәлем импорттау дегенде, бұл Python-ға барып, осы модульді мәлімдемелерді табу керектігін айтады. Пай, оны жоғарыдан төменге, солдан оңға қарай оқып шығыңыз. Содан кейін сәлем функциясын арнайы импорттаңыз. Өкінішке орай, Python файлды жоғарыдан төменге, солдан оңға қарай оқығанда, кодтың соңғы жолы мейнге қоңырау шалу үшін шақырылады. Мейн не болып жатқанына қарамастан шақырылады. Сондықтан, шын мәнінде мейн функциясын пайдаланудың дұрыс жолы. Ол біздің функцияларымызды өзіміз қалағандай реттей алатынымызға және барлық функциялар шақырылған сәтте анықталатынына көз жеткізу мәселесін шынымен шешеді. Мен болмауым керек. Мен осы немесе басқа бағдарламамның соңында сөзсіз мейнге қоңырау шаламын. Оның орнына мен бұл әдісті қолдануым керек. Айта кету керек. Егер name main болса, онда сіз шынымен де мейнге қоңырау шалуыңыз керек. Бұл айнымалы Python тіліндегі арнайы таңба болып табылады. Name және versus кодында қаріпке байланысты бұл екі астын сызу таңбасы дәл көрсетілмегенін ескеріңіз. Бірақ олар шынымен сол және оң жақта. Бұл Python тіліндегі мәні автоматты түрде тең. Тырнақшаға алынған және тырнақшасыз. Негізгі мәніне орнатылатын арнайы айнымалы файлды пәрмен жолынан іске қосқан кезде Python of Science іске қосылғандай. Пай. Сондықтан мәлімдемелердегі осы қосымша шартпен қазір не болып жатқанын қараңыз. Пай. Егер мен Python-ды мәлімдемелерден бастасам, пай, ол бұрынғыдай жұмыс істей береді. Себебі мен бұл файлды Python-дан мәлімдемелерден іске қосқан кезде атау автоматты түрде main күйіне орнатылады. Пай. Бірақ бұған назар аударыңыз. Аты маңызды емес. Тырнақшада, тырнақшасыз. Негізгі, ол басқа нәрсенің мағынасына ие болады. Техникалық тұрғыдан бұл модульдің атауы болады. Оның орнына мен файлды импорттаймын. Сондықтан, бұл бөлектелген код жолы Python-ды мәлімдемелерді іздеуге мәжбүрлесе де, пай, оны жоғарыдан төменге, солдан оңға қарай оқыңыз, бұл жолы негізгі қоңырау еленбейді. Себебі ол осы шартпен қамтылған. Бұл жағдайда мен файлды импорттаған кезде және оны пәрмен жолында тікелей іске қоспаған кезде, мән деп атайтын нәрсенің анықтамасы бойынша main шақырылмайды. Сондықтан, мен мұны істеуге тырысайын. Сөздерді таңдау үшін Python-ды пайдаланудың орнына, пай, ол шартты негізгі модульді қамтитын модуль болып табылады. Мен бұл жерде сөздерді таңдау үшін Python-ды іске қосуды жалғастырайын. Пай, бұл менің алдымда тұрған және сөздерден сәлем импорттайтын бағдарлама. Бірақ осы жағдайға байланысты, бұл жағдайда ол менен басқа ешкімге сәлем айтпайды. Бәрі жақсы. Біз аптаның соңында осындамыз. Менің ойымша, сәлемнен басқа нәрсені қосу орынды болар еді. Неге мен бұл жерден сәлем емес, қош бол дегенді қоспаймын. Сәлем дегеннің орнына қош бол деп айтайын. Бұл жолы мен айт дегеннің орнына Python-ды іске қосып жатырмын. Пай, мен өз атымды термеймін. Егер мүмкін болса, бүкіл әлемді теруге рұқсат етіңіз. Сонда біздің бүгінгі соңғы сөзіміз қош бол, әлем болады. Шынында да осы аптада болды. Келесі кездескенше.